Инстаграмда айтқан жоқпын бұған дейін, еш жерде айтқан жоқпын. Білмеймін, айтқым келген жоқ. Диагнозы бар бірінші баламның менің. Енді қазір көбісі айтып бастапты ғой, ол жайлы бұрын барлығы құпия ретінде сақтайтын еді. Расстройство аутистического спектра. Уже 2,5 жыл болды. Сонымен күресіп келе жатырмыз. Отбасы бар. Солардың жағдайларын жасай беріппіз. Жаңағы 2 әкемізге көлік мінгіздік. Мен негізі пахармын. То есть бір жаққа кетіп баратсаң, сұрану керексің. Бір түрлі. Мен жасым 27-ге толайын деп отыр, мен не үшін сұрану керекпін? Кейде Әлекең екеуміз былай ренжісіп қалсақ, енем жаным былай бүйтіп қабағыма қарап сөйтіп қалады да енді. Сәлем достар, бұл мамский әңгіме подкасты, әйелдерге арналған ең үздік подкаст. Және сіздермен бірге мен Айнұр Ильясова, бізде қонақта көптен күткен, біраз күткен керемет қыз келіншек, блогер ана Камила Саян. Камила, қош келдің, рахмет саған. Сәлеметсіз бе, Айнұр, көргеніме өте қуаныштымын. Біз сенге көштік негізі. Мен енді маған үйренуге біраз уақыт керек болады. Сіз маған сен дей беріңіз, мен сізге сіз дей берейін деген. Сен дейін бе, жарайды. Мамский әңгіме көрермендеріне де жалынды сәлем. Керемет. Негізі Камила жаңа ғана босанды. 40 күн болды ғой жақында. Болды, 2 ай болды. 2 ай болды. Әп-әдемі отырып не? Рахмет. Соңғы жаңалықтардан мен жақында постыңды көрдім. Жақында Джейми Чу туфлин алыпсың. 600 мыңға. Құтты болсын. Рахмет. Бірақ 2022 жылы бір пост жазған екенсің. Toyota мініп жүріп, анандай бренд алған. Бұл не деген байлық? Мен оның орнына жаңағы пәтер алайын, машина алайын депсің. Бірақ соның өзінде де сол кезде пәтерің болды, машинаң болды. Қазіргі кезде осы туфлиңді өз ақшаң алдың ба? Өз ақшам алдым, Негізі бір қазіргі уақытта мода болып кетті ғой, блогерлардың барлығы бірінің артын бірі неше түрлі брендтер салып жатады. Енді расымен де алуға жағдай қазір бар, бір соңғы 2 жылда бар деп айтайыншы. Бірақ білмеймін, енді артымнан өсіп келе жатқан сіңілім бар, ата-аналарымыз бар деген сияқты, отбасы бар. Солардың жағдайларын жасай беріппіз. Жаңағы 2 әкемізге көлік мінгіздік, ата-анама үй алып бердім деген сияқты. Жер сілкінісі болғаннан кейін тіптен қорқып, ойбай 5-ші этаждан көшіңдер деп басқа үй алып бердім осы жақында. Сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай оның өзіндік себебі бар. Сестренкам бір пост жібереді. 15 күні туылған адамдар ақшалары еселену үшін олар міндетті түрде жаңағы қымбат киіну керек деген сияқты. Сосын мен ойланып қалдым. Мен өзі енді бір қатты арзан киінбесем де бір орташа әйтеуір ойға қонымды дүниелер алам да. Содан кейін ойладым, неге өзімді бір қуантып қоймасқа деп алған жайым бар енді. Оның үстіне ол бір кішігірім, кешірім өтінемін, мына микрофон тиіп кетті ғой. Оның үстіне жаңағы тұрмысқа шығып жатқан кезде әйгілі жаңағы продюсеріміздің қызы Айсәуле Бақытбек бір жаңағыдай не көрсеткен, Джейми Чу туфлиін көрсеткен. Сол кезде ұзатылып жатқан болды. Және енді бір өте әдемі болды жаңағы туфли. Ойдар қалып қалған ғой. Қалып қалды іште. Ол кезде енді алуға болушы еді, бірақ ондай артық ақша жоқ та, мә саған деп ала салатындай. Ол да бар бір жағынан, сол екеуі бір тұспа-тұс келіп қалды да бір сәтте. Сосын жаңағы бір құрбым байыр болып кетті, Европадан жаңағыдай қымбат киімдер таситын. Сонымен оған да көмек болсын деп сәті түсті. Алайыншы деп бір алған жайым бар. Керемет. Енді бұл алғаш үлкен брендің ғой? Жоқ, оның алдында болды ма? Оған дейін Полен сумкасын алам, бірақ ол бір ауыр люксқа жатпайды ау деймін. Орташа ғой деймін. Негізі алғашқы деп айтсам. Тек қана люкс демей-ақ қояйын, бірақ өзіңе, енді қазіргі қыздар айтып жатады ғой, позволение деп, сол сияқты өзіңе өзің жаңағы позволение жасап, рұқсат беріп, алла бер, біз тілекшіміз. Және де барлығына жұғысты болсын. Өйткені енді қазір қыздар ойланып отырған шығар, жаңа ғана декреттен шықты, алдында ақшам, енді ондай артық ақшам жоқ, қазір қайдан ақша деп ойланып отырған шығар. Оған не айтасың? Мен негізі пахармын. Мен қазіргі уақытта 1, 2, 3, 4 жерде жұмыс жасаймын деп айтсам да болады. Қандай жер? Енді 2 жерде мен әлі декреттемін. Ол Air Astana әуе компаниясы. Ол жерде мен 6,5 жыл ұштым бортсерік болып. Аға бортсерік болдым, эконом класстың аға бортсерігі болып, декретке кеттім.
және бір декретім аяқталған соң негізі шығам ба деген ой бар еді, бірақ екіншіме аяғым ауырланып қалып, сонымен ары қарай декретім жалғасып кетті екінші балаға. Сол жерде жұмыс жасаймын, кеткен жоқпын әлі. Алла бұйыртса қайтам ба деген ой бар жалпы. 3 жылдан кейін өте ыстық маған ол жер, алғашқы жұмыс орным. Одан кейін бір болайық жобасында ол жақта 2,5 маусым жүргіздім. Және декретке кеттім. Енді бастығымның жоспарлары менің жолдасымның жоспарларымен сай келмей қалды. Аяқ астынан солай декретке кететін болып қалдым. Қайт деп жатыр қазіргі уақытта. Ол жерде де декретте болып саналам. Оның үстіне осы 4 ай болды. Мухо Queen Қытай компаниясында да жұмыс істеп жатырмын. Ол жерде косметика. Осы Қазақстанды қазір жарып жатқан жаңағы хит кушондар деп айтып жатырмыз ғой. Сол өзіңізге жаңағыдай сыйлыққа әкеп бергенім. Маған жаңағы Камила сыйлыққа ұсынды бірнеше әдемі косметиканы. Өзім кеше ғана сенің постыңнан, рилсынан көріп едім, мамаңды әдемілеп жатқан кезде. Сол компанияда жұмыс жасаймын. Және енді блогерлықты алып жүремін, күнделікті контент. Енді бұл 4-інің арасындағы ең қиыны блогерлық қой енді. Күнде контент жасау керек, күнде ойлану керек, мидем алмайды деген сияқты. Сол 4 жерде жұмыс жасап жүрген адамның ақшасы болмайды емес қой енді. Егер мимен жұмыс істесеңдер. Иә. Дұрыс. Енді мен шынымды айтсам, осындай қыздарға бас ием. Тыным таппайтын, әр уақытта бұл сенімділік қой, енді өзіңе өзің деген сенімділік. Оның үстіне қазір енді профилактика к бытовому насилию деп жатады. Егер енді сенің өзің қаражатың болса, сен яғни күйеуіңнен жаңағы ақша сұрап отырмайсың, оған сен жаңағы тәуелді емессің, яғни бұл сенімділік өзіңе өзің деген. Өте дұрыс айтасыз. Жаңа айтып өткендей, сенің мамаңмен түсірген бірнеше видеоларыңды көрдім. Соған қарағанда мамаң екеуің өте бір жақынсыңдар. Жақсы отбасынан шыққансың, сіңілің бар, әке-шешең бар, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір. Анаң мұғалім. Анам менің бір 10 жылдай ұстаз болып жұмыс істеді. Одан кейін біраз жыл қанша екенін білмеймін, нақты сотта жұмыс істеді. Екінші юридическое образование алып, сотта жұмыс істеген. Енді видеоларыңды көрген кезде мамаң с удовольствием түсе ме видеоларыңа, қалай? Былай ғой, жаңа айтып жатсыз ғой, анаңмен жақын екенсің деп. Негізі бұл жақындық мен тұрмысқа шыққаннан кейін пайда болған. 26 жасымда мен тұрмысқа шықтым. Оған дейін біз мүлдем бір-бірімізге жақын болған емеспіз негізі. Тіпті алыста болғанбыз. Менің анам өте қатал кісі негізі. Барлығы ойлайды, ой, сондай жұмсақ деген сияқты. Жоқ, бізді осылай қатты ұстаған. Сіңілім екеумізді жаңағыдай менің алғашқы істеген мантыйым 5-ші сыныпта болған екен. Мен 5-ші сыныпта 10 жастамын. Қазір ойласам, не деген, не деймін де, жаңағыдай соны жаса деп тапсырып кететін. Анам жұмыстан келген кезде үй тап-таза болып тұру керек, бала қаралып тұру керек. Сіңілім 8 жас кішкентай, өзім өсіргем. Ол жуынып, жаңағыдай асты таза, тамағы тоқ болу керек, үй таза тұру керек, келген кезде шай қайнап тұру керек деген сияқты. Ол бізде осылай қатал түрде оның барлығы сақталатын. Және анамнан мен қорқатынмын негізі. Сырымды ашпайтынмын ешқашан. Ұстаз болды. Одан кейін сотқа жұмысқа кіргеннен кейін тіптен күні-түні жұмыста болатын ол кісі. Қонып қалатын кездерде болатын. Госслужба деген сондай ғой енді. Ол еще бір пионерка. Бар жан тәнін беріп жұмыс істейді. Сөйтіп үйдің хозяйкасы болып мен жас күнімнен бастап сондай болып кеттім. Студент болған кезде мен мамаммен тіпті телефонмен сөйлеспейді екем. Әкеммен үнемі сағаттап. Ол кезде паспорт деген телефондар бар ғой, білесіздер. Сол паспортты жаңағыдай тегін, әйтеуір бір домашний телефон сияқты сөйлесе бересің. Күні бойы универді сабақ арасында, сабақтан кейін келген кезде сағаттап сөйлесем, тамақ істеп жүріп папаммен сөйлесем. Солай күн ұзаққа қасымда қыздар таңғалатын, сен мамаң бар ма жалпы деп, неге папаммен сөйлесе бересің деген сияқты. Енді мама жұмыста деп, мен папам да жұмыс істейді, бірақ папамның сондай қол бос кездері болатын. Жұмыста жүрсе де әйтеуір хабарласып жүретін. Мамаң ұрсатын ба, қалай сонда? Енді былай қарасам сондай қатты ұрыспайтын да, бір қабақпен қорқытатын болып тұр ғой былай қараса. Енді мені бір қатты ұрысты деп те айта алмас едім. Бірақ сөзін екі етпейтінбіз. Содан кейін солай папаммен өте жақын болып жүрдім. Сосын бір сол жаңағы қалаулым жобасына барып,
Әлібекпен жаңағы қарым қатынас құрғаннан кейін анам мына қыз болды ау деп ойлады ғой деймін. Сол кезден бастап жайлап жақындаса бастадық. Содан кейін хабарласып жаңағы әңгіме сұрайтын болды. Басында мама қойшы деп жаңағы әңгіме айтқым да келмейтін. Негізі былай үнемі мен мындамын деген жаңағыдай отчет беріп отырамын, бірақ ұзақ әңгімелеспейтінбіз. Және уже енді жігітім пайда болғаннан кейін ол кісі маған жақын бола бастады. Жайлап үйренісе бастадық. Қазір жақындадық расымен де. Бір енді барлық сырларыңды айтасың. Айтатынды айтасың, айтпайтынды айтпайсың деген сияқты ғой. Солай жалпы. Болды ғой деймін, сұрақтарыңыздың бәрін жауап бердім. Негізі мамаң бірде саған 2 қойғанын жазған екенсің, иә? Қалай сонда мұғалім болған кезде, бізде мысалы үшін бір рет сабақ оқып жүрген кезде географиядан беретін мұғалім болатын, сол бір рет баласына ұрсып, 2 саған ұялмайсың ба? Еще сен мұғалімнің баласысың деп. Сол кезде ана бала жылап қалған. Былай болған. 5-ші сыныпта бір қысқа уақыт бізге класс жетекші болды. 2.90 ба 3.90 ба сондай. Сол кезде мен отличницамын, класстың старостасымын. Сөйтеді, класс жетекші болып келеді, бізге сосын қазақ тілі әдебиетінен 2 қойып береді маған бір күні. Сонымен менде истерика. Класстың алдында позорымды шашты. Үйге келіп папама айтам ғой. Директорға барып жаловаться етем, үйде де тыным жоқ, енді мектепте де тыным жоқ. Директорға барып жаловаться еттің ба? Жоқ, етем деп әкеме айтам ғой. Сөйтіп барып айтам. Не деген сұмдық, үйде де тыным жоқ, сыныпта да тыным жоқ, енді 2 қойып берді, бүкіл класстың алдында позорымды шашып деп, сөйтіп бір жылағаным бар. Қызық сәттер ғой негізі. Иә. Мама негізі безбашенный. Бірақ андай реніш сақтап, ондай болмады ма? Жоқ, ондай реніш сақтаған жоқпын. Балалық бір сондай өкпе болды, өтіп кетті. Қазіргіше надо прорабатывать деген әңгіме жоқ. Құдайға шүкір, дұрыс, керемет. Енді өзің жаңа қалаулымда айтып өттің. Менің бағымды ашқан, яғни мені халыққа паш еткен қалаулым депсің. Ол кезде қалаулымға сені Әлібек алып келді. Ол енді шартқа сай емес қой, қалай болды ол? Ол өте қызық әңгіме негізі жалпы. 2017 жылы мен Эйр Астана әуе компаниясына жұмыс жасаймын. Бізде жылына 4 рет отпуск болатын, 15-15 күннен бөліп аламыз. Енді зиян ғой денсаулыққа. Сол бір жаңа жылдың алдында желтоқсанның 1-нен 15-не дейін болды жаңағыдай отпускым. Сонымен Қарағандыға үйіме барам. Ол кезде ата-анам Қарағандыда тұрады. Қалаулым деген бағдарламаны екеуі шайдың басында отырып бірдеңені жаңағыдай әңгімелеп талқылап жатады, ұрсып жатады бір-бірімен. Сенікі дұрыс, жоқ, сенікі дұрыс емес. Не айтып жатсыңдар, не ол, түсінбеймін мен. Ол қалаулымның басталғанына бір буквально 3-4 ай болған, жалпы аз ғана уақыт болған, әлі халықтың көбісі әлі көре бермейді. Бірақ менің әкем көріп бастапты. Сөйтіп екеуі бірдеңе талқылап жатады. Мен өз демалыстарда келдім ғой деймін сол кезде. Не ол десем, дүйсенбі басталады қалаулым деген бағдарлама. Көрші, қызық дейді. Жарайды, дүйсенбі басталады, жаңағы 3 сағат ол кезде тікелей эфир. Енді 1 маусым барлығы мынандай болды да, қазір более реалитиға ауысты. Ол кезде сыпайы болып көріну, тәрбиелі болып көріну деген сияқты. Жақсы болып көрінуге талпынатын. Бір жағынан дұрыс ол да енді. Және қатысушыларға қарап ойлаймын, бұл реалити шоу емес қой, мама, жастар бұндай емес, бұндай идеальный емес деп жаңағыдай жақтырмаймын өзінше. Сөйтіп жаңағыдай 1 күн отырам, 2 күн көрем, 3 күн көрем, 4 күннен кейін кәдімгідей кіріп кетем ана бағдарламаға, уже барлығын тани бастаймын. Әлібек ішінде қатысушы болып отыр. Ең алғашқы қатысушылардың бірі ғой. Сөйтемде Әлібекті қараймын, түрі таныс болып көрінеді, бірақ назар аудармаймын. Сосын Инстаграмда ашып қарасам, енді Инстаграмның алгоритмі бойынша кім бізге рекомендацияға шығады. Рекомендацияға шыға береді басқа қатысушылар. Енді қатысушылардың түрлерін танып алдым ғой. Қатысушылардың ешқайсысы шықпайды, Әлібек шығады. Сосын түсінбеймін, бұл неге именно Әлібек шығады маған? Алгоритм бойынша не екеуіңнің ортақ достарың болу керек, не бұрын сөйлескен болу керексіңдер ғой директте. Сосын парақшасына кірем. Қараймын, енді ортақ бір дос бар деп айта алмаймын. Сосын директке кіріп қалсам, оказывается, маған 2 жыл бұрын 2015-те ол мені жаңағы кездесуге шақырған екен. Енді 2015-те мен уже Эйр Астанада жұмыс жасаймын, ол әлі студент. Менен 2 жас кішкентай ғой.
мен менсінбеген болуым керек енді жалпы. Ол мені кездесуге шақырады, мен бармаймын, отказ беремін. Кәдімгідей сен жауап бердің, жауап бергенмін, иә. Сосын мамаға жаңағыдай жүгіріп барамын да, мам, представляешь, ана Әлібек деген бала, оказывается, маған жазған екен, кездесуге шақырған екен деп күлеміз ғой. Сосын мама қоймайды, жашы, не деп жазам? Жашы, сұрашы, рас па, өтірік па? Ол кезде халық үшін ол бір үлкен құпия. Қалаулым жобасы, ол рас па, өтірік пе деген сияқты. Оған жерде отырған адамдар бәлкім актер шығар деген сияқты ойлар бар да. Қоймайды, жашы, кам, жашы деп. Сосын жарайды деймін да, жазам. Сәлем, қалайсың? Эфирден шыға салып жауап береді маған, жақсы, өзің қалайсың деп. Расымен де үйленуге дайын болып отырсың ба, сен жассың ғой тым деп жаңағыдай с подозрением жазам ғой. Сөйтсем ол маған айтады, сен маған кел үміткер болып, мен саған үйленемін дейді. Сосын енді оны қалжың ретінде қабылдаймын. Сосын жоға, бармаймын деймін. Содан бастап ара-sıra бір сөйлесіп бастаймыз. Мамаңның арқасында. Иә, ол кезде маған 2015-те жазған кезде ол бір кішкене подросток сияқты көрінетін да, а қазір уже возмужал. Ол 2 жылдан кейін. 2 жылдан кейін, иә. 2017 жыл. Уже возмужал, басқаша, уже сымбатты, түріне қарасаң, қызығушылық менде де пайда болады. Жаңа әдемі жігіт, жаңа ғана кәдімгі алып келді өшірге, сөйтеді, мен отпусктан келем, 15 желтоқсан менің туған күнім, біз сөйлесіп жүреміз, туған күніме шақырам, кел, мен достарымды жинап жатырмын деген сияқты. Бірақ келген жоқ. Кейін барып сұраймын ғой, сол кезде неге келмедің деп. Сөйтсем, менің ақшам болған жоқ дейді ол кезде. Сосын енді ғана универ бітірген кезі ғой. Сосын жүреміз, күндердің бір күнінде туған күнім өтіп кетеді, бір жаңа жылға қарсы екеуміз кездесеміз. Есік алдында бір ұзақ кездесу болмайды, өйткені қақаған аяз, желтоқсан, кездесіп қаламыз. Сосын пару фразы перекинулись, и сонымен үйге кіріп кетем, и маған жазады, ешкімге қарама, ешкімге сөйлейміз, ешкіммен сөйлеспе, мен саған үйленемін дейді. Екінші рет етіп отыр. Иә, сөйтеді, білмеймін неге екен. Химия болды ма сенде? Андай бір сенімділік, осал деген. Сенімділік болған жоқ, бірақ химия болды, білмеймін, бір ұнады, бір көргеннен ұнады, расымен де. Сөйтеміз де, содан кейін біз бір сөйлесіп, жаңа жылдың қарсаңында ол мені қатысушылармен бірге бір жиынға шақырады. Сол жерде жаңағы нелер бар ғой, фотографтар бар ғой, жаңағы караокедің фотографтары суретке түсіп, жаңағы сайтқа салып жібереді. Одан кейін оны халық өзіне алып кетеді. Мынау кім Әлібектің қасында, демек бағдарлама өтірік қой деген сияқты әңгімелер. Біз енді қыз бен жігіт болып жүріп жүрген жоқпыз әлі. Былай қол ұстасу деген сияқты, бірақ жанымызда тұрып кәдімгідей суретке түскеніміз бар. Сөйтеді, оларда жиналыс жасайды екен. Ол кезде жаңағыдай Асыл ханым деген біздің екінші анамыз бар. Сол кісі ұрсады екен, мынау кім, экранға шығарады, суретті, мынау кім, не деген сұмдық, сендер білесіңдер ғой болмайтынын деген сияқты. Енді олардың бағдарламаларына түсуге болмайды. Бағдарламаларына нұқсан келіп жатыр ғой атына. Яғни сыртта қыз бар, іште өтірік отыр деген сияқты. Содан кейін оған ұрсады, Әлібек айтады, мен алып келейінші осы жерге. Мен негізі ол қызбен жақында ғана таныстым, бірақ алып келем, мен үйленем деп айтады екен. Сосын жаңағыдай отырып, редакция алқасы барлығы жиналыс жасайды, жартысы қарсы болады, жартысы, давайте алып келейік, болсын ондайда деген сияқты. Маған деген өйтіп сырттан таныс адамыңды алып келу деген болмаған. Сөйтіп екіге бөлісіп, кто за кто против деп әйтеуір сөйтіп жаңағы, жарайды, алып келсін, оны да көрейік деп ойлаған екен. Содан кейін мен келем, солай біздің жаңағы махаббат хикаямыз солай басталып кетті негізі. Бәрекелді. Ол ма? Мен ата-анамнан сұранған бөлімі бар. Иә, соны сұрағым келіп тұр. Қалай ата-анаң соны қабылдады негізі? Жаңағыдай әкем көріп бастады ғой қалауымды. Мамамды подтяну, сосын мені деген сияқты. Соны мен хабарласып, осылай мені шақырып жатыр, мен барайыншы десем, рұқсат бермейді әкем басында. Болмайды, жоқ. Әкемнің 4 ағасы бар. 5-ші ол өзі. Ертең ағаларым мені өлтіреді. Жынсыңдар ма? Болмайды ғой, жоқ. Сосын жаңағыдай мамам қоймайды. Барса барсын енді. Мамам өзі енді бір адам танитын адамда енді расымен де. Әлібек те оған ұнайды екен. Ол төбелессе де, ана жақта көп сөйлемесе де, бәрібір ұнады дейді, білмеймін, тартты дейді кәдімгідей. Барсын деп мамам қоймапты. Папам жаңағыдай рұқсат бермеген жоқ. Сосын жаңағы хабарласып ұрсады екен анама.
қайдан шықты сол қалаулым деген, өзім көріп бастап өзім күйіп отырмын ғой енді деп, ол кісі енді ағаларынан қорқып бара жатыр да, не сұмдық деп айтама деп. Ол кезде енді ғана басталды ғой бағдарлама, ол жерге бару ұят болып есептелді ма. Олардың солай ойланып жатқаны бар, менің де мына жақтан а вдруг мені жұмыс орнымнан қуып жібереді, сосын сен қайда жүрсің деген сияқты да, біз енді как лицо авиакомпании считаемся. И сонымен оны да біраз ойландым. Олардан да сұрадың ба жаңа рұқсат? Басшылығымнан рұқсат сұрадым. Иә. Барар кезде де, сосын жүргізушілікке шақырған кезде де рұқсат сұрадым негізі жалпы. Сосын әйтеуір күндердің бір күнінде мамам бар деді да маған. Әкеңе айтпа деді. Сосын мен шығатын күні хабарласты да, қос қалаулымыңды. Қазір қызың шығады деп трубкамға қойыпты. Сонымен шығам. Бірақ әкем разы болды. Байсалды, сабырлы, өзіңді ұстадың, сөйлеген сөзің барлығы ұнады. Енді солай болып қалды екен, енді соңына дейін барыңдар, не болса да деп солай айтты. Ал Әлібек болса менің анама кәдімгідей сөз берген. Тәте, жіберіңізші, өтініш, мен үйленем 100%, маған ешкім керек емес. Болды, бітті, міне. Бір какой-то бір сондағы бір екі апта ғой танитынымыз. Мен үйленем болды, тәте сөз берем деген. Әлібек үйге келді ма? Үйге келіп анаңмен танысты ма? Жоқ, менің ата-анам Қарағандыда тұрады ол кезде. Хабарласты телефон соғып. Телефонмен хабарласты. Тәте осылай жіберіңізші. Мен айттым, енді ата-анам жібермей жатыр, мен бара алмаймын, ренжіме деген сияқты. Шықсаң өзің былай сыртына шық эфирдің онда деп. Енді ол кезде ол перспективасын көріп тұрды ғой қалаулымның. Қазақстанда жалпы бір пачка блогерларды шығарған қалаулым болды ғой алғашқы. Сол себепті перспективасын көріп тұрғаннан кейін кеткісі келмеді. Иә, қазақ тілді блогерлар. Ол кезде расымен де барлығы орысша көбінесе болды. Жалпы қазақ тілінің дамуына да біраз үлесін қосты ғой ол бағдарлама. Сонымен хабарласып солай сұраған, сөзін берген кәдімгідей. Солай келдік. Міне әңгіме, қарасаңыздар. Мамасы жаз деп қоймады. Одан кейін мамаң арқылы жаңағы Әлібек сен шақыртты. Демек, мамаң біраз септігін тигізді сендердің қарым-қатынастарыңда. Біз үйленердің алдында да жалпы былай болған. Біз Әлібек маған ұсыныс жасап қояды. Содан кейін біз тағы бір Ол қалай болды? Тұр. Қалай? Жобада. Не сендер жобадасыңдар? Жобадамыз. Қанша жобада жүрсіңдер? Қанша болды? Мен қаңтар айында жылдың басында келдім. Ол маған ұсынысты көктемде жасады. Бір мамыр айында жасады ғой деймін, қателеспесем. Бірақ сен іштей соны күтіп жүрген сияқтысың. Айтқаннан кейін. Мен шынымды айтсам, Әлібектің дәл қазір үйленеді дегенге сенімім болған жоқ. Мен ойлағанмын, бәлкім тағы бір-екі жыл жүретін шығармыз деп. Бірақ тағы да бір-екі жыл жүрдік. Сол себепті мен ұсынысты күткен жоқпын. Ұсыныстан кейін бір-екі жыл жүрдіңіз. Иә, тағы да жүрдік. Оның себебін қазір айтамын. Ол бір бөлек қызық. Иә. Былай болады. Мен Стамбулға анаммен ұшып кетем. Анамды көп алып жүретім өзімен бірге. Жаңағы аға бортсерік болған кезде бізде отельде екі қыздан жатасың, аға бортсерік болған кезде өзіңе бір бөлме береді. Сол кезде туысқаныңды бірге алып кетсең болады да. Сөйтіп анамды біраз жерге алып бардым. Стамбулға барып келдік. Сол Стамбулдан жаңағыдай фиолетовый пиджак, әдемі ақ шалбар сатып алып келгем өзім. Ертең эфирға шығам деп. Сөйтіп эфирге келем, қыздардың барлығы естіп шығасың ба, бүгін естіп шығасың ба деп қоймайды, жаңағы мейкапер, хейр-стилистер. Онда тұрған несі бар, әп-әдемі ғой деп түсінбеймін, вроде әдемі киініп тұрмын, неге өйтіп айта береді, акасы ұсыныс жасайын деп жатыр екен, мен білмеймін оны. Сөйтеміз, шығамыз ортаға, сонымен менің ішімде бір сондай күдігім болып жүрген, негізі бір ата-анасы қарсы сияқты ма деген сияқты, түсініксіз, бір көп жолатпайтын өзінің жағына. Сөйтеді да ол сол по больному месту менің ата-анам қарсы деп айтады. Менде шок. Қалай? Бұл менің анама сөз беріп қойды ғой. Енді осы жердің қарым-қатынасымыз тоқтайды дейді. Мен жылағым келіп отыр, бірақ өзімді максимально ұстадым. Так, кама, жыламайсың, достойно келдің, достойно кетесің. Бұл эфирде болып жатыр. Эфирде, тікелей эфирде болып жатыр. Жүрек деген шығып кете жаздап жатыр. Ол жерде уайымдап тұрғаным менің, ойбай бітті, енді байсыз қалам деген әңгіме емес. Мен анамнан қорқып бара жатырмын. Өйткені мамам эфирге кетіп бартқан кезде бір күн бұрын сөйлестік қой, енді Стамбулда да айтқан. Баратын болсаң, сен нақты сол жігіт
па сол жігіт емес пе, ертең айырылысып кетіп, сосын мына видеоң өмір бақи сенің неңде қалып кетіп жүрмесін деген сияқты. Енді біз Қарағандыда туып өссек те тамырымыз Шымкентте де бар. Әкем Шымкентте туылған. Туысқандардан ұят болады деген сияқты. Байқа деп жіберген. Анамнан қорқып бара жатырмын. Мы же ей пообещали. Енді қалай болады, ойбу деп ішімнен ойымның барлығы, енді мама мені өлтіреді, сол ғана миымда вот так крутится, мама мені өлтіреді деп. Сосын отырдым, шыдадым, достойно кетем деп отырдым. Әлбетте қарап қоям, не айтқың келіп тұр, айт, нақты тоқтай ма, тоқтайды деген сияқты. Сол кезде уже когда собралась, жаңағы редакция қорқып кеткен ғой деймін, резко уже бастап кетті ұсыныс жасауды. Мына жақтан гүлдермен жаңағы әншілер со спины кіреді, мен түсінбеймін, музыка ойнайды, түсінбеймін, не үшін музыка ойнап жатыр, мені шығарып салайын деп жатыр ма. И тут понимаю, все уже ұсыныс жасайын деп жатқаным, шок. Сол кезде жыладың ба? Жыладым, иә. Жыладым. Ол кезде енді жаңағыдай, все, меня мама не убьет деген отпустила. Ол кезде де бір андай, ура, кеуге кетем деген қуаныш емес. Уф. Бұның бәрі өтірік болып шықты-ау деген, бір көз жасы. Бір қуаныш көз жасы болды солай. Одан кейін де қызық болды. Шығамыз сыртқа. Ол кезде студиямыз Қазақфильмде. Қазақфильм өзі білесіз ғой енді, кіретін есіктері көп жаңағыдай. Бір есігінен шығып суретке түсіп жүрміз жаңағыдай. Букетпен бүйтіп, я сказала да деп. Бір кезде охранник жүгіріп келеді. Ана жақта бір әйел жылап сізді іздеп жатыр деп түсінбеймін, келсем мама үймен қалай бар, сол үйден атып шыққан. Мен ол кезде аэропорттың қасында тұрам. Енді ойлаңыз, аэропорт қайда, Қазақфильм қайда? Жетіп кепті жылап. Не болды мама десем, масқарамызды шығарды. Ойбай, мен қайнағаларыма не айтам? Өлтіреді мен. Сонымен мама, мне предложение сделали. Ол кезде пранк дегенде болмаған ғой, шіркін-ау. Барлығы бірінші рет болып жатқаннан кейін білмейді да. Сонымен мама тоқташы деп бетінен ұрып, она плачет, навзрыд. Я говорю, мама, предложение есть, это был пранк. Она не может понять. Не болып отыр. Сосын студияға шығарып жібереді оны. Она в шоковом состоянии студияға да шығып кетеді. Сол күйі, без косметики, үй киіммен. Ол кезде Аша ханым, Аша Матай жүргізіп жатыр. Ол кісі қарсы алады, күліп жаңағыдай. Сондай қызық болған. Мамам айтады да одан кейін, өзінің есін жинап болғаннан кейін. Мен говорит, сені біреуге ұрсайын деп келген жоқпын дейді, Әлібекке ұрсайын деп келген жоқпын дейді. Мен сені анау үйге қайтып келмейді ана қыз, менен қорқады деп, соны не болса да өзі алып кетейін деген ғой. Все хорошо деген сияқты. Яғни ол түсінеді, сенің одан қорқатыныңды біледі, иә. Содан кейін келген ғой. Иә. Әйтеуір жолда бір жаққа кетіп қалмасын, ато бұл қыз менен қорқады ғой деп, не болса да мен барып өз қолыммен үйге алып келейін деп жеткеліпті солай. Енді былай қарап тұрсаң, ешқандай бір ұяттық нәрсе жоқ та, сен басқа үйге барып, ол жерде тұрып, бір өте бір заңға қарсы нәрсе істеп қойған жоқсың да. Енді бірақ ол кезде бұны қабылдау бөлек, ата-аналардың қабылдауы бөлек, оның үстіне айтып тұрсың, әкем Шымкенттен деп. Енді былай қарап тұрсаң, тіпті ұятты нәрсе ештеңе жоқ та? Ұятты ештеңе жоқ, бірақ халықтың кішкене санасында өзгертті-ау деймін осы уақытқа дейін. Ол кезде біріншіден ұят, екіншіден менің мамам мен папам өте кішкентайда отбасымызда. 4 ағасы бар, ең кішкентай ағасынан 12 жас кішкентай менің әкем. Үлкендерінен вообще 20 жас, олар әкелері сияқты да енді. Сол себепті бұлар не қандай қадам жасаса да, жаңағы папамның ағаларымен кеңеседі міндетті түрде. Мен қалыңға барғаннан кейін екінші ағасы хабарласыпты негізі папама. Хабарласып жаңағыдай, не істеп жүрсіңдер сендер деп сөйтіп ұрсыпты. Сосын жаңағы папам айтады ғой, маған өйстіп ағам хабарласып жатыр, мама, не деп айтам десем, сен айт, не ол қалауым деген, мен білмейді екем деп айт деп сөйтіп айтқан ғой. Сөйтсе хабарласып, қалайсыңдар Саян, не істеп жүрсіңдер, не қайда жүр ана қызың деп сөйтсе, қайда жүр, қалауымда жүр ғой десе, не ол қалауым деп айтса, жүр солай деп ұрсып трубканы қойып тастапты. Қазір енді оның барлығы ол кезде қорқынышты болып көрінеді. Қазір күлкілі. Енді саған жаңағы предложение жасағаннан кейін тағы 2 жыл жүрдік дедің. Әлібек негізі үйдегілеріне мен үйленейін деп жатырмын деп айтпапты. Саған ғана айтқан, мамаң айтты. Иә, бізге ғана айтқан, және ұсыныс жасаған кезде де үйлері бейхабар одан.
мен бір сезіп жүретінмін басында, қалай ол деген сияқты. Сөйтіп анау деді, мынау деді, уақыт созды, Ал сен сөйтіп жүре таныспадың бердік. олармен? Мен анасымен танысқанмын. Анасымен таныстым. Сөйтіп әйтеуір жүрдік, уақыт өтіп жатыр. Менің жасым деген 26-дан кетті ары қарай. Сол кезде біз ұрысып қаламыз. Бір жағдай болады. Өте қатты ұрысып қаламыз, сонымен болды, мен тоқтатам. Керек емес маған мұның барлығы деп. Жаңағыдай ұрысып қаламыз, в общем. Қашып жүрем Әлібектен. Қашып жүрем, келіп есік алдымда есігімді сындырып кетеді, келіп Эйр Астананың алдынан ұстап алып документтерімді бермей қояды, сөйтіп жүрді. Болды, Әлібек, осы жерден тоқтатайық, қанша жыл күттік. Енді ұсыныс жасамасаң жүре беруге болушы еді. Не үшін жасадың ұсынысты? Ол сені қосылайық дейді, сен қосылмаймын дейсің. Енді былай болды ғой, мені жібергісі келмейді, жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін, бірақ әлі үй іші Әлібекті үйлендіруге бір дайын жігіт ретінде қабылдамағанда. Содан кейін бірақ Әлібек ол кезде жұмыс істейді. Ол кезде қалаулым жобасына жұмысқа кіріп кетті, қателеспесем. Сол жерден ғана жалақы алады, иә? Енді ол жердің жалақысы үлкен емес шығар? Оның үстіне жаңағы блогерлығы бар, ол жақтан да ақша табады. Ол кезде уже үйіне кәдімгідей бір заттар әперіп, ата-анасына ақша беретіндей жағдайға жеткен негізі, бірақ дегенмен ол үйінің кішкентайы ғой, әлі жас деп ойлап жүрген ғой. Сосын жаңағы біздің жүретінімізді біледі, бірақ ұсыныс жасаған жайлы бейхабар болды деймін сол кісілер. Қалаулым көрмей ме деген. Арасында бір көреді екен. Арасында көреді екен. Сонымен ұрысып қаламыз, болды, мен осы жерден тоқтатам деймін. Сөйтеміз де болды, мен үйленем деп жаңағы ата-анасына барып айтыпты. Үйленем деп, ол кісілер рұқсаттарын берген. Болды, жарайды, үйленсең үйлен деген. Айтпаған ғой үйленем деп. Қорыққан ба, жүре берген әйтеуір. Енді ер адамдарға да бір отбасын құрып кетуде бір оңай нәрсе емес қой. Әрине. Барып айтқан екен, жарайды деп үйлендіруге кіріскен екен ол кісілер. Бірақ мен мына жақтан қырсықтым, болды. Нет. Поезд уехал дедің ба? Поезд уехал дедім. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы мамама хабарласады, тәте, болды, үйленейік деген сияқты. Мен мамама жоқ деймін. Ол мамама хабарласып жылайды, тәте, давайте все деп. Сосын сөйтіп жүрген кезде мамам ұрысты, қатты ұрысты маған. Мен бір басқа қалаға кетіп қалдым, қашып. Керек емес маған деп. Өйткені менде де бір қорқыныш болды ғой деймін, тұрмыс құруға. Бір болады ғой, тура. Бұны үйленесің деген кезде бітті, қорқыныш болады. Содан кейін жоқ, мен келіспеймін деп сөйтіп жүрген кезде мамам қатты ренжіп жылады. Бізді әбден әбігерге салдыңдар ғой. Уже жұрттың барлығы сұрайды, ұсынысты бір жыл бұрын жасап қойды. Қалай енді есіп жүре бере ма деген сияқты. В общем, ауыр сөздер айтады маған. Таңдадың ба, жақсы көресің ғой, жақсы көрем. Онда не істеп жүрсің? Жасың кетіп бара жатыр, бар. Шақырып тұрған кезде бара ғой деп. Сосын жылап, помню, балконда отырмыз, сіңілім екеуміз, жылаймын ғой жаңағыдай. Мен тұрмысқа шыққым келмейді деп. Ол жылайды, екеуміз құшақтасып жылаймыз. Қызық, қазір күлкілі сол сәттерді есіме алсам. Содан кейін басталып кетті. Жаздың басында болды, содан кейін август айында сырғам салды. Қыркүйекте ұзатылдым. Одан кейін той болды. Бұлай енді сені қазір естіп отырмын да, және сендердің махаббаттарың анандай бір страстный махаббатқа ұқсайды. Солай ғой, иә? Егер ол сені жібергісі келмесе, сен оны жақсы көрсең, бірақ оны итерсең, ол келіп есіңді сындырып кетсе, енді қазір ол абьюз деп жатыр, енді ол кезде ондай жоқ қой, ол кезде бұл бір страсть андай бір. Демек сондай бір махаббат болды, иә, басында? Бір сериал түсіріп тастауға болады расымен де. Бұл айтып жатқаным қысқа әңгіме ғой, енді созбай-ақ қояйын деп. Бірақ сценарий жазсам, ойбой, бір көп ішінде. Бір итальяндық па, мексикандық па бір күшті сериал шығатын еді негізі. Сөйтіп, ақыр аяғы Құдайға шүкір үйлендіңдер, Аллаға шүкір. Сен я дедің, келістің, тәуекелге бардың, бірақ қорқыныш болды. Болды. Үлкен қорқыныш болды. Біз мамам Қарағандыдан келді ғой енді, шақырды. Әлібектің папасы кездескен ең әуелі. Әке-шешең бірге, иә, оның әке-шешесі? Жоқ, Әлібек папасын алып келді, мен мамамды алып келдім. Өзі екі үйдің решаласы деп қойыншы. Переговорға, иә? Сол кезде папасы өте қатал кісі да. Негізі жұмсақ екен, бірақ басында бірінші көрген кезде
суық көрінеді, Мгм. қорқып кеткенмін Мгм. мен деп. Содан кейін де қорқып қалғаным бар менің негізі. Мгм. Жоқ, керек емес, кажется, мені жақтырмайды деген сияқты. Мгм. Оказывается, ол кісі өте жұмсақ. Просто бірінші қараған кезде ол сондай суық болып көрінеді Мгм. екен ше. Мамам да қорқып қалған сол кезде. Бір қызық кездесу болған сөйтіп. Түсінбейсің ғой енді әр Иә, адамның мінезі әртүрлі. мамам решала дейсің. Негізі енді тағы да енді көргенім бойынша мамаң шынымен де отбасының лидері сияқты. Бізде былай, біз төртеуақпыз ғой енді. Иә. Папам, мамам, Құдайға қыздар. шүкір, төртеусіңдер. Төртеу, Аллаға Біз шүкір. екеу қойғанбыз, мама екеуміз ғана. Және бізде барлығы былай да, бір адам шешім қабылдайды деген жоқ ондай. Біз төртеуміз де бір мәселе келіп тұр ма, Иә. біз төртеуміз де оны шешу керекпіз. Мгм. Сен кішкентайсың, сен үлкенсің, сен әйелсің, сен еркексің деген біздің үйде жоқ ондай. Отырамыз шайға, немесе қазіргі жақсы ғой WhatsApp-қа төртеуің де бірге шыға аласыңдар ғой, видеозвонокқа. Сөйтіп отырып солай шешеміз кез келген мәселені. Бірақ бір жаққа барып, біреумен сөйлесіп келу, бір мәселені шешіп тастау, оның барлығы мамада. Мама бізде енді сотта жұмыс істеді қанша жыл. Еті тірі, иә. Менің әкем байсалды, салмақты, сондай душа компании, өте бір сондай өте добрый адам. А мамам где надо на место поставит, где надо смягчит деген сияқты. Сондай. Ал сен кімге ұқсағансың? Мен анама ұқсағанмын. Мен қаталдаумын. Папам сияқты жуас емеспін негізі. Папам жуас, ал Әлібектің үйінде керісінше. Папасы айтты ма, сол міндетті түрде істелу керек. Это не обсуждается. Мамасы жуас. Соны қалжыңдап айтамыз, ана үйдің бұзығы менің мамам деген сияқты, ана үйдікі қайнатам деп. Жуастары сол папам мен енем. Енді сен бағана айтып өттің, ең басында өзің аға бортсеріксің Эйр Астана компаниясында. Эконом классының аға бортсерігі. Иә, эконом классының. 6 жылдан аса қазір декреттесің. Жоқ, 6 жылы болған жоқ, 4 жыл болды. 4 жыл. Ал негізі стажың, 6,5 жыл. Енді шын айтайын, менде бір үлкен арманым болды ол кезде. Вау, бортсерік деген енді бір 10 жыл бұрын вау болатын ғой енді. 2008 жылы мен сол Эйр Астанаға барып, мен стюардесса болғым келеді деп барған кезде маған окей, келіңіз, жаңағы резюмеңізді көрсетіңіз деп сөйлескен кезде, понимаем, но плохо говорим деп собеседование кезінде айтты да. Одан кейін мен қоя берді. Ағылшынша? Иә, ағылшынша. Мен содан кейін барып ағылшынды оқып келесі собеседованияға келген кезде өзім ойладым, бұл маған керек па, керек емес па. Бірақ басында бұл арман менде болды. Иә. Ал негізі сенің арманың болды ма бортсерік болу? Оған қалай келдің? Мен Қарағандыда 9-шы сыныпқа дейін оқыдым. Сол кезде жаңағы әжем қайтыс болады. Атам жалғыз, қарайтын адам жоқ. Біздің енді ата-аналарымыз жұмысын тастап ол жаққа көшіп бара алмайды. Сонымен енді мен тамақ та істей аламын, үйді де қарай аламын, продукты өзім аламын деген сияқты, защита могу оплачивать. Содан кейін мамам, сен бара ғой сол жаққа, атаңа қара. Хотя бы 2 жыл деп айтады. 9-шы сыныптан кейін? Иә, 10-шы сыныпта мені Шымкентке жібереді. Түлкібас деген жер бар ол жерде, Вановка. Жоқ, мен 14-темін. Мен 16-да мектеп бітірген, 5 жасымнан барғам ғой. Ерте барып, ерте бітірдім мектепті. 14 жасымда сол жаққа қарай жібереді. Содан кейін сол жақта орыс тіл пәнінен беретін мұғалімім болатын. Жақсы көретін мені жалпы. Сол кісінің қызы Эйр Астанада стюардесса екен. Мен жалпы сол кезде білдім жалпы. Біздің елде бортсерік болуға болатынын. Мүмкіндік бар, иә. Сосын жаңағы сабақ басталардың алдында жүгіріп барып сұрай берем. Бүгін қай жерде? Она сегодня в Лондоне, она сегодня в Стамбуле, она сегодня в Гонконге деп сөйтіп айтып отырады. Қызығам. Сосын сұраймын, қай жерде оқыды деп. Енді айтады, ағылшын білу керексің деген сияқты. Сосын қай жерде оқыды десем, жаңағы Абылайхан атындағы шет тілдер университетін бітірді деп айтты. 2 шет тілі мамандығында. Мен барлығын жаңағыдай миыма құйып, сосын аяқ астынан ағылшын тілін таңдайтын болдым. Сөйтемде түсем, грантқа түсем.
Алматыға, Абылайхан университетіне түсем. Келем, сөйтсем ол педагогический екен, оны да білмегенмін ғой тіптен. Два иностранных языка деп тұрады. Сол әйтеуір мен бортсерік болам деп сол қыздың артынан жүрем деп жаңағыдай түсем. Жарайды, педагогический болса бола берсін, әйтеуір тіл біліп шықсам болды ғой деймін. Сосын универді бітіре салысымен жаңағы неге барам, собеседованияға барам. Ол жерде бір 107 ма 108 ба сондай адам болады. Содан кейін мен ата-анам дипломымен бірге алып кетеді үйге. Бір аптадай болам үйде. Содан кейін собеседование шақырып алады. Қайтадан Алматыға келем, қуанышты болып. Сосын собеседованиядан өтем. Сол 107-108 адамның арасында бір 7-8-іміз ғана өттік. Тамаша. Ол кезде көп болатын енді кастинг емес, жаңағы собеседованияға келетін адамдар. Қазір аздау ғой деймін. Көп болатын ана жерде 40 адам. Жаңағы бірінші туры шығады, сосын аттарын атайды. Ол нешінші жыл? 2013-тің жазы. Сол кезде жаңағы аттарыңды атайды, тұрасың, білмейсің, өттің бе өткен жоқсың ба, сосын бәленше өттіңдер дейді, там қуанасың солай. Сөйтіп соңғы этаптан интервью уже ағылшынша сөйлеседі, түркше сөйлеседі, жаңағыдай психологический тест бар деген сияқты. Содан өтемізде үйге қайтып кетем. Қарағандыда жүрейм. Жоқ, Қарағандыда жүрмеймін. Сол күні айтады олар, айтпақшы. Бірден өткендерді сол күні хабарласып айтады. Жаңағы жатақханама барғам университетімнің. Негізі ол кезде тұруға болмайды ғой. Мен коменданттармен жақсы сөйлесетінмін, жақсы көретін жалпы мені. Вахтершалармен, олар кіргізіп алған мені, тұра тұр деп, бір апта мен собеседованияға келіп едім деп. Ол кезде енді пәтер жалдайтындай жағдай жоқ қой деп. Ата-аналар да жібермейді ғой, енді жатақхана болса мейлі дейді. Сосын жаңағы жатақханамда жүрем. Кешке хабарласады, өттіңіз деп. Мен қуанып жаңағыдай. Сөйтіп кіріп кеткенбіз жұмысқа. Кірдім де бірден бір жылдан кейін бизнес классқа өттім. Бізде былай бірінші эконом класстың борт серігі боласың, сосын бизнесқа көшесің, бизнестан экономаға борт серігі боласың, содан кейін жаңағы супервайзер болып кетесің. Сол жаңағы үшінші стадиясына бір жылдың ішінде тез секіріп алдым. Қалған 3 жыл аға борт серік болып ұштым. Өте қызықты сәттер негізі. Өте керемет. Ал енді сен қалаулымға келгеннен кейін екеуін бірдей қалай алып жүрдің? Демалыстарымда келіп жүретінмін эфирға. Енді мен ол кезде қатысушы емеспін. Күнде отыруымның қажеті жоқ. Мен айтып қоям, мына күні менде демалыс деп, сол демалыс күндері келіп жүрдім. Аптасына 1 рет, 2 рет солай шығып жүрдік эфирға. Енді қазір өзіңе келген соң тағы да ұшасың ба? Ондай жоспарда бар негізі. Менімен бірге декретке шыққан қыздардың көбісі жұмыстан шығып та кетті, балама қараймын деген сияқты. Мен баламның жасы 1-ге толар-толмас мен қалаулым жобасына жүргізуші болып кеттім. Сол жақта 2,5 жыл жүргіздім. Енді декретім міне бітіп жатыр деген кезде 2-ші маусым біткен, аяқталған болатын, және менің декретім де аяқталды. Ойладым, бәлкім Эйр Астанаға шығып кетем бе, кім біледі деген сияқты. Содан кейін аяғым ауыр екенін білгеннен кейін қайтадан офисқа хабарластым, мен аяғым ауыр деп. Олар ары қарай маған отпуск без содержания, демала тұр деді. Енді мен закон бойынша енді мен кет деп те айта алмайды ғой бір жағынан. Өзімде былай кеткім келмейді. Болашақта кім біледі енді. Қазір жоба бар, ертең жұмыс бола ма жоқ па, кім біледі. Негізі өзім қайтқым да келеді бір жағынан. Мамаға айтам енді бір тағы да жоқ дегенде 2 жыл ұша тұрсам, ол да бір инстаграмма бір пайда, ертең контент жасаймын деген сияқты. Қашанғы мен үй тірлігін салып жүре беремін. Біздің қыздар бәрін ойлайды. Алдыға қарай ойлау керек қой. Қазір бәріне қызық, жаңағы менің ас үйім не, қандай тамақ істеймін, балаға қалай қараймын деген сияқты, Енді оны қашанғы сала беруге болады. Бір өзгеріс болсын, Эйр Астанаға да кіріп сөйтіп контент жасаймын деген бір өзімнің жоспарым бар. Жалпы контент үшін ғана емес, өте жақсы көремін. Мен өте патриотымын ол жұмыстың. Ыстық маған. Басшылық та жақсы көреді, менеджерларым да жақсы көреді. Мен 2018-де ме, жоқ әлде 19-да ма жаңағы ең үздік борт серіктер қатарына кіргенмін. Біздің жаңағы стендте суретім ілініп тұрған. Бізде көп қой енді, 1000-нан аса борт серіктер бар. Оның арасынан бір аз-маз адамның қатарына кіруде бір жетістік. Әрине. Оның үстіне сен айтып тұрсың, 1 жылдың ішінде жақсы жетістікке жеттім деп. Ал бір болайыққа сен жүргізуші болып келдің. Айдай жаңағы декретке кеткен кезде
бірақ сол кезде Шынар екеуің келдіңдер. Айдай ханымнан кейін Анна ханым болды бізде. Аха, Аннадан кейін, окей, Аннадан кейін жаңағы Шынар екеуің келдіңдер. Бірақ Шынар неге қалмады, сен қалдың? Екеуміз бірге келдік. Тіпті менің есімде, Камила, кешір сөзің аузыңда, бір случайно сенің инстаграмды көріп қалдым да, сол жерде сені бояп жатқанын көрдім, жаңа дайындықты көрдім, қасыңда Шынар бар, сен барсың, бірақ Шынар қалмады, сен қалдың. Шынар қысқа уақыт жүргізушілікте болды. Енді ол кезде енді ғана тұрмыс құрып жатқан кезі. Оның үстіне олар ол кезде үй алды, ремонтын жасап жүрді. Қиындау болды кәдімгідей. Ремонт деген өзі оңай нәрсе емес қой. Кейде бір электрикті ма бірдеуді шақырып, ол жұмысы бітпей, мына жаққа эфирге үлгере алмай, сөйтіп паника болып, сөйтіп жүрді. Тұрмысқа шығу да оңай емес. Соның барлығын Шынар өзі реттестіріп жүрді ғой, енді мен деп жаңағыдай. Ол бар. Одан кейін Шынар енді кішкене орысшаға көбірек, орыс тілді. Бәлкім сол әсер етті ме, әйтеуір сөйтіп күндердің бір күнінде сондай бір шешім шығарылды. Сұрап отырған тағы бір себеп, енді сен жаңа айтып отырсың, бір жылдың ішінде көптеген жетістікке жеттім Эйр Астанада. Мүмкін бұл жерде де сенің өзіңді көрсетуің, әлде сенің бір эмпатияң, әлде сенің еңбекқорлығың ба? Өз-өзіңді мақтаған қиындау енді былай. Жарайды енді. Бізді жаңағы Асыл ханым бар, Шахкерім мырза бар, басшылық бар, одан басқа Шынар екеумізді бірдей жақсы көрді. Бірдей жақсылық тіледі. Маған сол кездері ыңғайлырақ болған сияқты. Возможность көбірек болды менде. Үйде енем баламды қарап қалды деген сияқты. Мен толықтай бағдарламаға берілуге менде мүмкіндік болды. Шынарға кішкене бұл жағынан қиындау болды. Үйі бар, ремонты бар, тұрмысқа шығып жатты, ата-енемен енді тұрып бастап жатты деген сияқты. Сол себептен бәлкім кішкене қиындау болды ғой деймін. Енді екі жақтан өздері келісіп сонымен кетем деген бір шешім шығарылды. Бірақ айтқан болатын, егер жақсы болып кетіп жатса барлығы, когда все устаканится деген сияқты, қайтып кел деген сияқты. Сөйтіп кеткен болатын жалпы. Ал сенің ата-енең сені өмір бойы қолдап жүр, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір. Ешқандай бір қарсылық көрсетіп жоқ, бұған түспейсің, ана жаққа бармайсың, жоқ үйде тамақ пісір, сәлем сал деген әңгіме қалай? Мен енді Албан еліне тұрмысқа шықтым. Бізде сәлем салу жоқ деді. Бір орамал тағып, ұзын көйлек киіп жүрмейді үйде ешкім. Кең болсын енді, кең футболка, кең шалбар деген сияқты. Үйдің киімі, кәдімгі үйдің киімі. Қысым көрсетпейді. Жұмыс істеме, былай істеме деген сияқты. Қырықпа бәрін айта сал. Негізі тұрмысқа шыққан кезде мен енді өзіммен өзім еркін өмір сүріп үйреніп қалдым ғой ол кездері. Оның үстіне қаншама әлемді көріп жүрсің. Сөйтіп бір әбден қаңғып үйреніп қалдық. Бір күні ана жақта, ана елде, бір күні мына елде. Әйтеуір ата-анаға мен мұндамын деп айтып қойсаң болды, ары қарай жүре беретінсің, емін еркін. Содан кейін оның үстіне жалғыз тұрып үйреніп қалдым. Басында қыздармен тұратынбыз, қасымдағы құрбым күйеуге тиіп кетті, содан кейін мен жалғыз қалдым, ешкімді қасыма. Жасың ұлғайған сайын қасыңа біреуді алып тұру да қиындап кетеді екен. Бұрын жатақханада 100 қыз болып тұра беретін едік, бүйтіп араласып. Ол кезде уже қиын болды. Жалғыз тұрып үйреніп қалған, бірден бір үлкен отбасыға келін болып түскен сәл қиындау болды. Ең қиын болғаны сұрану керек. То есть бір жаққа кетіп баратсаң, сұрану керексің. Бір түрлі. Мен жасым 27-ге толайын деп отыр, мен не үшін сұрану керекпін деген сияқты. Үйрендік бірақ оғанда. Айтып кетесің. Мама, мына жаққа барайық деп едік. Біз осындай жағдай, осылай шақырып жатыр деген сияқты. Мейлі деп жібере береді. Барма, үйде отыр, ойбай қонақ келеді, тамақты істеп қой деп айтпайды. Өзім максимально енді стараюсь, мысалға бір жаққа кетіп баратқан кезде тамақ істеп кетуге тез. Мама, давайте бүгін мынандай котлеттер тез құрып кетейін. Дей береді. Сөйтіп жаңағыдай тамақ істеп кетуге талпынам. Кейде қолдан келмей қалады, кейде уақыт жетпей қалады, рас. Бірақ шектеу тек бала жаққа ғана бар. Баланы ана жаққа апармаңдар, мына жаққа апармаңдар деп. Уже анау есейіп, жаңағы кеудеден шығып кеткеннен кейін
біз қайда барсақ та өз еркіміз. Осы жылы енді демалысқа жібермей қойды бізді. Жыл сайын жаңағыдай барып Түркия еліне барып демалып қайтушы едік. Бұл жылы жаңағы кішкентай кенжем әлі кішкентай деп жібермеді. Біз де ренжіген жоқпыз. Иә, расымен де кішкентай деп. Тыныштықпен қалайық дедік. Әлі де ол бар, бірақ жұмыс жағынан шектемейді. Өзің қалай ойлайсың жалпы? Ертең сенің балаларың өскен кезде сенің балаларың, оның әйелі бірге тұрған қалайсың ба? Жоқ. Қаламаймын. Енді бәрімізде бір арман бар ғой, үйде түрсүймен жүру деген сияқты. Иә, енді емін еркін деген әңгіме ғой. Міндетті түрде сен түрсүймен жүрмейсің ғой, бірақ бұл анандай бір еркіндіктің символы сияқты болып көрінеді. Иә. Иә, бізде үйде кілең қыздар болғаннан кейін біз жүре беретінбіз үйде. Папа енді күні бойы жұмыста ғой, жоқ. Қысқа шорты, әйтеуір майкамен жаздың күні вообще шешініп тастап жүре береміз деген сияқты. Мына жақта үйрендік енді былай жамылып жүріп деген сияқты. Деп айттым да, сұрақтың қандай болғанын ұмытып қалдым. Өзің айтып тұрмын да, ертең өзің болған кезде балаларың сенімен тұрсын ба? Тұрғым келмейді. Қалайсың ба, жоқ па? Ешқайсысымен тұрғым келмейді. Бір басы жақсы істейтін, жаңағыдай басын төрге сүйрейтін бір әйелден тапса, кетсін. Мен қазір ата-енемен тұрып жатырмын ғой енді. Есейгеннен кейін өзіммен өзім тұрғым келеді. Өзімнің күйеуіммен. Енді дегенмен бар ғой, былай бар ғой. Келіннің кішкене болсын қабағына қарайсын дегенмен, иә? Бір жақсы атмосфера болсын деген сияқты. Кейде Әлекең екеуміз былай ренжісіп қалсақ, енем жаным былай бүйтіп қабағыма қарап сөйтіп қалады да енді. Өзімде түсінемді, қайттан жиналып алам қой деп деген сияқты. Бірақ енді ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Кейде ренжісіп қаламыз деген сияқты. Мен ондай нәрсені көргім келмейді. Сосын ешкімнің қабағына қарағым келмейді. Өзіммен өзім хочу путешествовать, жаңағыдай Европаның шалдары кемпірлері сияқты сөйтіп жүргім келеді. Енді бір Алла біледі қалай болатынын. Бірақ қалауың осындай. Қалауым осындай, иә. Немерелеріме көмектескім келеді, әрине, барлығын жасағым келеді деген сияқты. Бірақ извините, у меня своя жизнь. Иә. Сөйтем деген бір жоспар бар. Бірақ енді қазір біз жаспыз ғой, кім біледі, ертең есейгеннен кейін ана ыстық немерені көріп, бәлкім бірге тұрғым келіп кететін шығар. Бәлкім бізбен бірге тұрғысы келетін келін болатын шығар деген сияқты ғой. Өзім бірінші, шынымды айтайын, бірінші 2 жыл бір бөлек кетсем екен деген бір ой болды менде. Ішімнен бөлек тұр. Ана басқаларға қарайсың да, ана Инстаграм деген бәле ғой. Өздерімен өздері тұрып жатқан, иә, ойлайсың, қандай күшті деп. Қазір 5 жыл тұрмыстамын ғой, соңғы 3 жыл мен енемнен вообще ешқайда кеткім келмейді. Өйткені менің қолым байлаулы емес. Балам қараулы, ақыл керек, кеңес керек болса бірден сұрап аласың. Әлібекті ұрысқызып аласың деген сияқты ғой. Өте жайлы. Ол енді адам баласына да байланысты шығар. Енеме көп нәрсе байланысты ғой. Өте жайлы кісі да. Енді жайлы прям. Ол кісі туралы біздің отбасыда легенды ходят. Ол өте сондай добрый адам, мейірімді. Сол себепті жақсы көрем шынымен де. Прям бір мамам сияқты жақсы көрем расымен де. Бір ең жақсысын әпергім келіп тұрады деп жылағысы кеткен ба? Бірде кім Ақерке келіп енесі туралы айтып, енді Роза Рымбаева ғой енесі. Деп сонда өзі бір ықыласымен, ризалығын айтып сөйтіп отырған кезде көз жасы тыйылмай жылаған болатын. Ол шынымен де бір таза ризашылықтың белгісі ғой. Иә, расымен де. Бір риясыз махаббаттың. Шынымен де анамды қалай жақсы көрем, ол кісіні тура солай жақсы көріп кетеді екенмін. Негізі біреу көрсе нететін шығар, өтірік деп ойлайды шығар енді. Бірақ болады сондай кісілер. Жоқ, мен негізі айтам да, Камила, бұл өте бір счастливый билет, жаңа күйеуің деп жатады. Енді қазір біздің қазақ елінде счастливый билет не только сенің күйеуің, сенің енең деп ойлаймын, негізі, өйткені оған өте көп байланысты. Әрине, көп отбасылар енесінің кесірінен ажырасып та кетіп жатады. Өте көп, өте көп. Қайнатасы араласатындар бар, директке көп нәрсе жазады ғой, мысалға біреулер жаңағы бөлмесінің есігін қағып шық деп айтады. Бізде не то что бөлменің есігін қағу жоғарыға шықпайды да, мысалға лишний раз мазаламайды. Сендер бөлек үйсіңдер жоғарыда? Бөлекпіз, иә, өзімізбен өзімізбіз. Мысалға, екіншімді босанғаннан кейін
колики болды, жаңағыдай түні бойы ұйықтамай жүрді, күн мен түнді әбден ауыстырып алдық. Түскі 12 болады. Мен оянам дегенше бір болайық жобасы басталып жатады. Енді былай қарасаң, кімнің енесі өйтіп рұқсат беріп жатыр түске дейін ұйықтауға, тиіспейді. Түсінем деп сөйтіп жаңағыдай кейде Әлібектің өзі тиісіп қояды, немене әлі ұйықтап жатсың ба деген сияқты. Тиіспе, ол бала түні бойы ұйықтамайды деп түсініп жатады. Инстаграмнан неше түрлі сұмдықтарды көріп жатамыз ғой, тиісіп жаңағы келіндеріне ұрсып жататын. Анда Аллаға шүкір, ол жағынан лотерею выиграла. Енді Камила, мамский темаға келейік, мамский тақырыпқа. Өзің Құдайға шүкір отбасын құрғаннан кейін көтердің, ешқандай бір проблема болған жоқ. Және де ақылы, жаңағы босанған екенсің, ақылы неге барып, перзентханаға барып. Оның үстіне аман есен жақсы босандың, бірақ екіншісінде біраз қиындық көрдің деп жазған екенсің. Ол не қиындық сонда, қалай болды? Мен тұңғышымды босанған кезде, білмеймін, күліп барып, күліп босанып қайтқанмын. Дайындалдың? Енді былай ғой, жоқ, мүлдем дайындалған жоқпын, ешқандай курстарға барған жоқпын, ешқандай видеода тіпті көрмеппін мен сол кезде. Батырсың ғой? Уақытта болған жоқ па, бір сондай болды. Бардым, 4-200 қылып тудым. Я не перенашивала уақытында, 39 аптасында бір сондай батыр тудым. Толғақ болды, енді бір ай деп айғайлайтындай болған жоқ. Мен одан кейін түсінбейтінмін, әйелдер неге сонша айғайлап жатады, енді шыдауға да болады екен ғой деген сияқты. Бірақ ребенок постковидный, мен ауырып жүріп, температура болды қатты. 2 күн төсекте жатып, 3-ші күні барып туып келдім. И ойлаймын, наверное, ол кезде жаңағыдай дәм сезу, иіс сезу мүшелері жоқ болып кетті ғой. Бәлкім болевой порогта менде ұлғайып кетті ғой деймін сол кезде. Мен, видимо, сезбегенмін. Толғақ келіп жатыр вроде. Кітігін түсіріп жатады, ол жерде жатасың спокойно. Бардым, күліп, кәдімгідей с улыбкой тудым. Разрыв та болған жоқ. Прекрасно было. И екіншісінде толғақтың көкесін көрдік енді. Ойбай. Ал екіншісін жоспарладың ба әдейі, екеуінің арасында көп созбай? Әлсізбе болып қалды ма? Жоспарладым, арасы 2 жылдан көп болсын дедім. Негізі 3 жыл деді, бірақ енді жасым кетіп бартқаннан кейін 3 жыл күтпей ақ қояйын, 2 жылдан кейін деп. Біріншін неше? 27-де. Екіншіңді? 31-де. Сонымен, бірақ мен 31-де біріншімді босандым. Жасым дөштіғаннан кетіп жатқан ғой. Енді стереотипное мышление ғой бізде. Әйтеуір, жұрттың бәрі қашан дегеннен кейін жаңағы өзіңіздің қашан туасын сияқты ғой. Бәріне сәлем, менің есімім Әдемі, жасым 27-де. Ал бұл менің күйеуім Мирас. Біздің үйленгенімізге 4 жыл болды. Мен оны жақсы көрем. Мені тек бір сұрақ мазалайды. Қашан туасың? Осындай сұрақта мына жерінде тұр, мен Мирас, мен құсқым келеді. Қашан бітеді бұл сұрақ сонда? Менде 4 күн задержка. Осы жолы точно болады. Менің аяғым ауыр. Пока айтпай-ақ қояйық. Әдеміміздің аяғы ауыр. Барлықтарыңызды бесік тойға шақырамыз. Кешірші байқамай қалдым. Әдеміға не қызы? Кешіріңізші, мен анализдерді шатастырып алдым. Қалай жүктемесің? Мирас, шын айтам, егер де мен сау болмасам. Саусың сен. Оның үстіне маған басқа ешкім керек емес. Ал мен жұртқа бала сүю бақытын сыйлаймын. Өкінішке орай балам жоқ. Әдемі бәрімізді алдап жүр. Араласпашы, жарай ма? Кіммен келдің? Досым? Сонда сен түннің ортасында бөтен бір еркекпен жүрген нормально ма? Себебі сен үшін өзіңдікі ғана дұрыс. Менікі үнемі қате, үнемі ұят, үнемі масқара тіпті. Ондай нәрселер білсем, мен миымды. Сені қалай тәрбиелегенін білмеймін. Бірақ біздің отбасымызда өтірік айтпа деп тәрбиелеген. Сен өтірікшісің. Түсіндің ба, сен өтірікшісің. Біз бір-бірімізге ешкім емеспіз. Ажырасамыз! Сонымен екіншісінде енді толғақты айта алмаймын енді, ойбай. Енді айғайлаған жоқпын мен. Ол кезде уже видеоларды да көрдім, бәрін бір ол кезде уақыт болды.
барлығын как надо жасадық, айғайламай тоже күліп босандым, бірақ толғақ кезінде енді демалдың ба? масқара. Онда да видео көрген жоқсың, онда да дайындалмадың? Жоқ, көрдім Мгм. жаңағы беттің барлығы расслабленный болу керек, сол кезде тезірек жаңағыдай ашылады деген сияқты ол видеолардың барлығын көрдім, барлығын солай жасадым, бірақ енді уже анау жиіліп 7 сантиметрден асқан кезде ойбай, енді жаңағы врачымнан сұраймын ғой, қазір бұдан да қатты бола ма деген сияқты. Она мне говорит, ну вот будет такой момент, когда вот прям жить не хочется дейді. Сол кезде туасың дейді. Ойбай, я говорю, мне уже жить не хочется деп. Жаңағы Сабиркин деген блогердікі бар ғой, айтқаны, мә өліп қалам ба деп ойладым деген сияқты. Тірі қалғаным Құдайға шүкір, тура сондай болды ғой. Содан кейін екіншісін босанғаннан кейін жаңағы пострадовой бір толғақтар бар екен ғой. Оны да ешкім айтпаған. Сокращающий, который сокращает матку. Иә. Анау настоящий толғақ қой. Тағы 2 күн толғаттым сосын. Бірақ сонда сенде біріншісінде онда болған жоқ, иә? Болған жоқ. Первородкаларда болмайды дейді особо. Вот екіншісінен бастап болады дейді көбінесе. Қыздар кімде ондай практика болды, тәжірибе болды. Негізі осында жақында мен бір косметологпен сөйлескен болатын. Сол кезде ол айтады да, мен туған кезде бәрі жақсы, бірақ туғаннан кейін, босанғаннан кейінгі толғақты айтсаңшы дейді. Сізде болған жоқ ондай? Менде бір жаңағыдай кішкентай ғана сезесің де, аны нетіп жатқан, сокращаться етіп жатқан сезесің де, бірақ анандай қатты ауыратындай болған жоқ. Өте қатты болды. Кәдімгідей жылайтындай болады екен. Болады, иә. Түні бойы жатып кәдімгідей деп қасымда анам бар, жылап, мама мен не могу деп сөйтіп. Сосын жаңағы бір укол салып кетті. Что-то медленно сокращается деді. Ана уколдан кейін вообще ана бала емген кезде сокращается же. Ана уколдың әсері бар. Еще бала ем жатқан кезде хоть на стенку лезь. Өте қатты ауырды. Я была в шоке вообще. Ах, дедім ғой, осыдан кейін қояйық әліге дедім ғой, жетер бәлкім деген сияқты. Әр әйелдікі әр кезде әртүрлі болады екен ғой. Енді бірақ содан кейін қол аяғын жинадың, барлығы жақсы болды. Мен негізі саған жазған кезде, сол қашан туасың сериалына шақырдым премьерасына. Сол кезде сен маған, мен қазір ешқайда шыға алмаймын, к моему глубокому сожалению деп жазған болатынсың. 40-нан шықпадық қой ол кезде. 2 айда отырдың. Почти, иә. 1,5 айдай. Қалай болды? Жақсы, тез өтіп кетті. Бала қасымда, енем ыстық сорпамда кеп береді, арасында бір терлеп алам, контентімді да жасап алам, сөйтіп бір 2 аптадай жаттым, одан кейін үй тірлігіне араласа бастадым жаймен деп. Мен әбден анау жұмыс істеп, жаңағы жобада жүрдім, одан кейін ол жақтан декретке шықтым-ау деген кезде бір үлкен проекттер басталып кетті, өзімде Инстаграм бойынша. Сол 2 проектті бітірем дегенше әбден шаршап қаппын. Демалдым. Кәдімгі демалдым. Кәдімгі декретный отпуск болды деші. Бір постыңда ма көріп қалдым, енем маған ет турап берді деп жазыпсың. Яғни етім суық болғаннан кейін суық тимесін деп. Яғни енең енді мамаң ғой былай. Мама дейтін шығарсың. Иә, мама деймін. Бәріміз сөйтеміз ғой, былай, бірақ енең ғой, енең демек өте қамқор. Сені аялайды. Жақсы көреді. Иә. Қалжалауды жақсы қалжалайды негізі. Жаңағы бар терлеп кел деп сұрпамды ыстып әкеп береді. Сосын жаңағы енді біреулер 40 күн жатады ғой, енді 40 күн жатқанда дұрыс негізі күтіну керек, бірақ енді дегенмен жата берсең де ішің деп сат, ұят бір жағынан, енең де шаршайды, содан кейін түсіп тамақ істейін деген кезде етін турап, суық нәрселерді турап береді өзі. Суыққа қолыңды малма, ұстама деген сияқты. Бұрын біріншісін босанған кезде тіпті былай ыдыста жуғызбайтын деген сияқты. Қазір енді посудомойка бар, Құдайға шүкір, соған салып жуып атады. Солай әбден қамқоршылығын көрсетеді негізі. Ол жағынан Аллаға шүкір. Сонда айтшы, сол қатты толғақ болған кезде не көмектесті саған? Дем алдың ба, не ойладың? Өйткені қазір енді бізді көптеген қыздар көреді. Оның ішінде 18-дегі қыздар бар. 20, 25, 30, 40, 50-ге дейін барады да. Мен сонда қыздардан сұраймын, сендер не үшін көресіңдер бізді? Бізге қызық қой дейді. Бізді ертең үйленеміз, бізді ертең үй боламыз, бізді ертең босанамыз дейді. Сол кезде енді бір секреттерің бар болса айтып қойшы. Енді не көмектесті болғанда, мен толғақ басталды ғой түнде.
мен барып жуындым. Содан кейін шашыма прическамды жасадым, укладкамды жасадым, легкий макияж. Сөйтіп ұйықтап алдым. Таңертең жүріп кеттік роддомға деп кеттім. Кәдімгі укладка жасадың ба сонда? Ой, иә, укладка жасадым. Одайсың, мен отырып алып, түнде подписчиктар айтады ғой, еріккен деп. Мен айтамын, жоқ, это отвлекает, наоборот. Отвлекающий маневр ғой. Кішкене ойың бөлінеді басқа жаққа. Ананы ойлай бермейсің да, деп. Сосын роддомда да жүрген кезде әрі-бері жүріп бір орында отырмай, жаңағы фитбол жақсы болды ғой. Расымен де көмектеседі екен шын. Соған жаңағы видеоларында көріп алғам оның алдында. Роддомға бара жатқан кезде тағы да бір рет есіме түсіріп алдым. Жаңағы род должен быть расслаблен деген сияқты. Қатты толғақ келген кезде максимально енді денемді босатуға тырыстым. Уже 7 сантиметрден асқан кезде қиындау болды. Бірақ расымен де айғайламау керек. Шыдау керек қой. Өтіп кеткеннен кейін ұмытып кетесің ғой, расымен де өткен шауру. Қасыңда мамаң болды ма, Әлібек болды ма? Ешкім болған жоқ. Әлібек жүрді сыртта. Екеуінде де солай болды. Мен өзімнің таңдауым ешкім болмасын деген. Жоқ, босанғанға дейін толғақ қысып жатқан кезде болды қасында. Қасымда болды. И то ол ең басында ғана болды. Содан кейін бара ғой дедім. Не раздражай меня дедің ба? Не раздражай меня. Өзім қалған дұрыс болды. Ол бір тамақ әкеп берді, әйтеуір жеп алдым, қайттан кетіп қалды. Біріншісінде вообще астында дос екеуі донер ма, бургер ма жеп тұрып келген ғой. Сосын ұйықтап жатыр деп ойлапты мені. Келіп, сосын Камила қайда десе, Камиланы что-то палатасын ауыстырдыңыздар ма деп сұраса, ол уже туды ғой деп жаңағыдай, ана жақта бала жылап жатқан дейді, сөйтсем өзім балам екен дейді ғой. Тез туғанмын біріншісінде. Екіншісінде жолатқан жоқпын. Енді біреулер айтады, екі жағы бар ғой бұл мәселенің. Біреулер сенің қадіріңді көбірек түсінеді деп жатады, қаншалықты қиын екенін түсінеді, қадірлейтін болады сені деген сияқты. Ал кейбіреулер айтады, жеркеніп қалуы мүмкін, қорқып, шошынып қалуы мүмкін деген сияқты. Оның дұрысы қайсы, бұрысы қайсы білмейміз, сондықтан не болса да сен бара ғой, мен өзім мына жақта. Негізі сол дұрыс емес па деп ойлаймын. Мен көп нәрсені өзімнің иығыма арта берем. Өзімнің сондай қасиетім бар. Я сама өзім дей берем, а негізі делегировать надо бәрібір. Енді үшіншісіне барсақ бәлкім кіргізіп алам ба, көреміз, көршісін деп. Ойда бар негізі. Тура босанғаннан кейін жоқ деп ойлағанмын. Білмеймін енді, Алла тағала берсе көреміз деген сияқты. Сол бірінші баламды тезірек нетіп алсам, қалпына келтіріп алсам екен деп диагнозы бар бірінші баламның менің. Енді қазір көбісі айтып бастапты ғой, ол жайлы бұрын барлығы құпия ретінде сақтайтын еді, задержкасы бар. Сонымен енді 2,5 жыл болды. Арпалысып келе жатырмыз. Рас, иә. Расстройство аутистического спектра. Уже 2,5 жыл болды. Сонымен күресіп келе жатырмыз. И екіншісін босанған кезде я понимаю, что меня не хватает первому ребенку. Мен білмеймін, бір мамасы жоқ бала сияқты өмір сүріп жатыр да қазір. Папасымен, әйтеуір постоянно. Кеше ғана соны жатып ойландым. Кеше Дильназ Ахмадиеваның подкастын көріп едім. Сол жерде айтып жатыр да, жаңағы анасының энергетикасымен, жаңағы полисімен өзі қиымдеп алады деген сияқты. Кеше түнде жазғансың ғой ол кісіге, сіз қандай курс өтіп жатсыз деген сияқты. И былай миыма келіп жатыр да, балаға ана керек дегенмен. Қазір асылымен менің қолым тимей жатыр үлкен балама. Қазір кішкене өссін, содан кейін үлкен балама қайттан көбірек бір мейірімді бөліп жұмыс істемесем. Уақыт өтіп жатыр, 4-тен асты, әлі сөйлемейді деген сияқты. Қолдан келгенін жасап жатырмыз. Сендер қазір түрлі емшілер бар, традиционный, нетрадиционный медицина бар. Барлығын көріп жатқан шығарсыңдар. Бәрін көрдік. Доказательная медицина, недоказательная, тәуіптер, емшілер, массажи, остеопаты. Не бар? Бәрін. Көбісі ойлайды, жазады маған. Секең етіп жүресің, туған жерде, томын жерде, балаңды емдемейсің бе, соны байқамайсың. Считаешь себя умной, а не замечаешь, что у тебя ребенок такой деген сияқты. А мен оны білем, мен оны 1,5 жасынан бастап білем. Өзің сездің, көрдің, байқадың? Жоқ, мен өзім сезген жоқпын. Подписчиктер жазды маған. Сіз балаңызды тексерттіңіз деп. Прям біреу ауыр жазды маған.
осылай жұмыс күндері жұмыстан келем, жатардың алдында түнгі 11 ма сондай бәрі ұйықтап қалған, мен оқимын жаңағыны. Ұлым телевизорды терісінен қарап көреді, осылай басын бұрып. Біз оны қайдан білеміз? Күліп жаңағы инстаграмға салам, и бәрі жазады, оны бас аутист деп жаза береді. И ананы оқимын да, мен білмеймін ол не екенін, өмірі естіген емеспін. Аты жаман, аутизм аты жаман ғой да. Қазір түсініп жатырмыз ғой, ол ауру емес екенін. А ол кезде как? Ол не? Начинаешь вот так жаңағы интернеттен қарап, шошисың. Как? Этого не может быть. Түні бойы жылап шығам. Жұмысқа барам келесі күні. Жауапкершілік деген выше крыши ғой. Жұмысқа бару керек обязательно. Барам, такая вся отекшая, опухшая. Жаңағы жұмыстағылар не болды? Солай деп жазып жатыр. Сен бүгін эфирге шыға алмайсың, бара ғой балаға деп сөйтіп жібереді. Сразу алып, Алматының бір мықты невропатологына алып барамыз. Ол қарайды. Ол әлі кішкентай ғой, 1,5-да ғана. Зрительный контакт хороший у вас, нет, деп сөйтеді. Нет, не думайте даже об этом. Уф, деп шығамыз, бірақ ананың жүрегі жібермейді бәрібір. Мен зерттей бастаймын ананы. Қандай признактары бар. И указательный жест жоқ. На имя не отзывается. И все, и мен түсінем, так надо бить тревогу. Все. Барлығы айналада, ой, сөйлеп кетеді, енді біздікілер сол ғой, сөйлеп кетеді деп жаңағы мамаларымыз да барлығы. Нет, деп сол кезден бастап мен коррекционный центрларға бере бастадым. Сөйтіп 2,5 жыл жүрдік. Үздіксіз. Кім не айтады, соны жасаймыз. Қандай курстар бар, соған барамыз. Қандай БАДы бар, оны ішеміз. Остеопаттардың бразилецті да көріп тастадық, қазақты да, орысты да деген сияқты бәрін көрдік. Қазір кішкене жақындаған сияқтымын еміне. Сонда прогресс бар ма емдерден? Бізде недавно указательный жест появился. Осылай көрсететін болды. А это прям жақсы знак. Өте жақсы. Енді біз әйелдер сондаймыз ғой, бірдеңе дұрыс болмай қалса, әсіресе ана болғаннан кейін бірден себептің барлығын өзімізге аламыз. Сен оның үстіне андай өте ответственный адам болғаннан кейін ондай болған жоқ па, мен бір жерден кінә кетірдім ба, не болды, неге олай? Жүктілік барлығы жақсы болды, барлығы ойдағыдай болды. Аман есен босандың. Басында ковидті кінәладым. Бәлкім содан ба деп. Бірақ ковидқа дейінгі балалар бар ондай, оны көрдім. Содан кейін прививканы кінәладым. Содан деп. Прививка қойдырмаған балаларды да көрдім сондай диагнозбен. Көп нәрсені кінәладым, бірақ оның себебін әлі ешкім білмейді. Нақты мынау деп айта алмайсың. Өзімді де кінәладым. Мен 2,5 жыл күресіп жүрсек, соның 2 жылын жылаумен өткіздім. Күнде жылайтынмын. 5 маусымда біз енді ғана жұмыс істеп бастадым ғой, енді жүргізуші болып. Сол кезде қыста білдім. И өз-өзіме келе алмай жүрдім де. Әрине. Түні бойы жылаймын, сосын жұмысқа барам, отырам. Қасымда жүргізуші, жаңағыдай Шахмырза бар. Ол кісі жүргізеді. Мен кейде 4 сағат бойы сөйлемеймін де. Өйткені кет қалады ой деген ана жаққа. Енді Камила, бір балаларымыз тұмауратып қалса, өзіміздің ішерге жаңағы асымызды қойып ішерге бір зауқымыз жоқ болады. Бұл жерде енді бұл дертпен күресу үлкен бір еңбек, үлкен ресурс, үлкен энергияны талап етеді. Оның үстіне психологиялық нәрселер бар. Мен енді сенің басынан кешіріп жатқаныңды білмеймін, бірақ енді саған тілейтінім бастысы терпение, орысша айтқанда, және де денсаулық. Осы жерге, мысалы үшін, Таня туралы келді. Сол кезде, дерт туралы айтқан кезде, ол алдында пост жазған еді. Ал айтқан кезде көптеген адамдар посттың астында бір үлкен бір мықты дәрігерлерді белгіледі. Өзің бір қарап шықшы, оның ішінде бір Бишкектегі бір мықты дәрігерді көп адам белгіледі. Мүмкін көмектесіп қалар. Бірақ осыған дейін сен ешқай жерде айтқан жоқсың. Бұл жерде айтқан жоқпын. Еш жерде айтқан жоқпын. Бұл состояниенің, бұл ауру да емес қой. Бұл состояние просто. Бұның бір нақты мынандай шипасы жоқ, осылай. Оны мынау бәленше дәрігер емдеп шығады деген ондай әңгіме жоқ.
біздің балалар ауырып бастаған кезде бұл бізге енді келіп жатты ғой. Пока вот осы 4-5 жылда люди были в неведении, как это лечить, что это такое, как с этим бороться деген сияқты. Қазір уже балаларын қалпына келтіріп жатқан аналар саны көбейіп жатыр. Олар инстаграмда посттар жазады, парақшаларын жүргізеді. Және менің түсінгенім ең бірінші кезекте ол диета. Иә. БГБК БС диетасы. Глютен, казеин, сахар. Осыларды алып тастамайынша балада прогресс болмайды. Мен бұны бір жыл бұрын естідім, диетада ұстадық балаларды, қиналып кетті байғұстар. Қиналып кәдімгідей невозможно было. Қазір қайтадан мен соған келдім. Бізде бір мықты профессор бар, бізде емес, ресейлік профессор Хачатрян деген. Соның клиникасы бар, сол жақта емделіп жүрміз. Ол жерде енді ол сенің балаңды сөйлетіп бермейді. Ол сенің балаңның бойындағы жаңағы паразиттардың барлығын кетіреді, асқазанның жіктасын қалпына келтіреді. Асқазаны дұрыс жұмыс істемей, баланың миы жұмыс істеп бастамайды. Связано все. Ол бір конфет жеді ма, как бізге үлкендерге алкоголь қалай әсерін береді. Вот мида помутнение болады ғой, олар үшін қант сондай помутнение береді екен. Сондықтан қазір біз диетадамыз. И вот уже мен прогресс көріп жатырмын баладан. Енді. Больно деп айтады массажда. Папасын баба деп папасын айтады. Указательный жест пайда болды. Самокат жаймен айдап бастады деген сияқты. Сондай прогресстер бар. Негізі баяғыдан ол алфавиттің барлығын біледі. Ағылшынша, орысша алфавиттің барлығын айтып шығады. Орнына қойып шығады. Сандарды орысша есептейді. Сондай, бірақ ондай балалар сондай әуес болады екен. Біз соған қуанып жүргенбіз ғой. Ой, әріп таниды, сөйлейді скоро деп. Жоқ, олай емес екен. Ондай балалар сондайға әуес болады. Негізі гений деп айтып жатады ғой. Ол балалар басқаша. Ол ауру емес, просто ол балалар басқа бір әлемде өмір сүретін сияқты. Оның әлеміне біз подстраиваться ету керекпіз да. Мелкими шажочками бір жақсы дүниеге келе жатқан сияқтымыз. Инстаграмда айтқан жоқпын бұған дейін. Еш жерде айтқан жоқпын. Білмеймін, айтқым келген жоқ. Ол бір ұялу да емес. Ол бөлісу ғой енді. Иә, мен бөліскім келеді, когда уже бір результатқа шығарам ғой, сол кезде бөлісем. Бір пайдасы болсын. А так пайдасыз не үшін айтам мен оны? Лишний раз балаға назар аудартып деймін да. Қазір көбінесе түсіре де бермеймін инстаграмды, бұрын көп түсіретінмін. Сосын бестактный адамдар көп қой. Біреулер шынайы жаңағыдай өзінің кеңестерін айтып жатса, біреулер ауыр сөздер жазып жатады. Сол дүниелерге мен жаңағыдай сынып қала берем да. Бала ғана емес, я сама откатываю, откат болып кетеді менде. Бір все в бой, барлығы жақсы болады, мен күресем, бізде барлығы жақсы болады деп жүресің де бір кездері сынып кетесің. Қайттан қалпыңа келесің, қайттан сынып кетесің. Және сынып кетудің бірден бір себебі сол жұрттың жазатын сөздері болды да. Содан кейін зачем саған лишний раз вот эти вот нервы? Лучше көбінесе түсірмей ақ қой деген сияқты, сөйтіп қазір жолатпай жүрмін. Вы хотите создать свой подкаст или снять экспертный рилс? Теперь это стало проще, чем когда-либо. Добро пожаловать в студию подкастов и контента MLab, место, где ваши идеи обретают силу. Мы находимся в премиальном районе. У нас новое оборудование, профессиональный звук, 5 локаций, чил-зона и бесплатная парковка. Все это мы предлагаем для того, чтобы вы сосредоточились на самом главном, на вашем контенте. Будь то интервью, образовательный контент, АСМР, медитации или просто фото, мы поможем вам создать контент вашей мечты. MLab – это место проявления и построения личного бренда. Бірақ осыған қарамастан сен екіншіңе барғаның бұл батырлық. Өйткені енді тағы Танямен сөйлескен кезде ол айтады да, мен таңғаламын, менің бірақ балам осындай, кейбіреулерде екеу бар екен. Бұлар қалай өмір сүреді дейді да, мысалы үшін бір тиктоктан көріп қалдым, бір әйелдің үлкен балалары бар, екеуі де аутист, үлкен ересек балалар. Қиын. Оңай емес. Жалпы аман сау жүру оңай емес, былайша айтқанда. Әрине өмір тамаша, Құдайға шүкір, бірақ күні кешке дейін түрлі эмоциялар бар. Жаңағы бір арпалыстар бар, жұмыс бар, отбасың бар, анау-мынау түрлі нәрселер кездеседі. Ал оның үстіне жаңағы балаң
енді жаңа ауру емес деп жатырмыз, бірақ дегенмен де ол кәдімгі сау балалар сияқты емес, ол бөлек бала. Оған подстраивать етудің өзі бір күш қой енді. Айтып тұрмын ғой мен, жай ғана тым ауырып қалса балаң кәдімгідей мазаң қашады, иә. Басында бәлкім сол да шығар, ұзақ жүріп алғаным сол себептен. Бірақ бұның дерт емес екенін, бұл балаларды қалпына келтіруге әбден мүмкін екенін түсінгеннен кейін мен сондай шешім қабылдадым. Ары қарай жүре берейік деген сияқты. Алланың бергені. Қанша сынақ берсе де көтереміз ғой, Алла тағала көтермейтін адамға сынақ бермейді екен ғой. Берді ма демек көтереміз. Және бір баламен шектеліп қалуда қате шығар деп ойладық, енді бір жағынан. Серігі болу керек, қандай болса да. Сөйтіп бел будық. Уайымым бар, шынымды айтсам. Бұл бала қандай болады екен деген сияқты. Бірақ уайымдай бергеннен не шығады? Бірақ қазірден бастап көрсетіп жүрсің, қарап жүрсің, былайша айтқанда наблюдаешь. Наблюдаю. Қараймын, уже профессионал болып кеткенсің ғой енді. Бір видеоңды көріп қалдым, сен ультрафиолеттің жаңа ішіне салдың балаңды, иә? Лампада жатты. Яғни бұл жылтизнадан жаңағы арылу үшін, иә? Билирубин жоғары болып шықтық, себебі резус конфликт болды. Қан тобы әртүрлі болды да. Мысалға бірінші рет болса мен оған назар аудармаушы едім, кім біледі. Ал қазір жоқ, прям бүкіл жұмысымды сырып тастап, тек қана сол жылтушкамен күрестім. Лампаға жатқыздым 10 күн. Прям уақыт засекать етіп таймер қойып, күніне чисто 12 сағат жатқызып, ол да оңай емес. Күнің өтіп кетеді 12 сағат, әрең шыдатасың. 12 сағат жатқызып, 9-шы күні өлшеген кезде 200-ден 101 демеге түсті. Сонда да нет, мен бұмен қоймайым деп, жаңағы 5-ші поликлиникада жақсы лампа бар екен Алматы қаласында. Соны маған кеңес етті бір құрбым. Бала 12 сағат жату керек емес. Бірінші күні 1 минут, екінші күні 2 минут, 3 минут, 4 минут, 5 минутқа дейін жатқызасыз, кетеді деп. Расымен де жатқыздық, 20-дан түсті. Қанша күн сонда емдедің? Так, роддомнан шыққаннан кейін 9 күн лампада жатты. И плюс тағы 10 күн, 19 күн, 20 күндей түсірдік. Тезден жаңағы педиатрды өзім хабарласып шақырып, бізге назначьте что-нибудь, жаңағы урсасан сияқты нелерді нетеді ғой. Басқа бірдеңе. Холодексан деген жаңағы. Холодексан деген жаңағы дәрі ішкіздім, лампаға жатқыздым, қарадым. Негізі жылтушканы көп әйелдер түсіне бермейді, және менің түсінуім бойынша біздің перзентханаларда оның маңыздылығын түсіндірмейді екен әйелдерге. Көбісі сондай қателіктер жасап, балалары ДЦП болып қалып жатады ғой. Сондықтан оны кәдімгідей қарау керек. Қазір шақыратын адамдар бар. Инстаграмнан терсең, келіп өлшеп береді, билирубин деген сияқты. Ол тіпті сырты сары болып жатпаса да тексертіңіздер деп кеңес еткім етеді. Кеңес бергім келеді жалпы. Өйткені сыртынан көрінбесе де ішінен болып жатуы мүмкін екен. Одан кейін жаңағы ойбай балам сау деп жүріп 2 ай 3 айдан асқаннан кейін ДЦП болып қалып жатқандар қаншама. Қадағалау керек бұл жағын. Камила, рахмет саған осы нәрсені айтқаның үшін, өйткені Д дәруменнің нақты қаншалықты маңызды екен көп біле бермек. Шетелдерде Д дәруменін 12 ай бойы береді екен. Мысалы үшін бізде Қазақстанда жаз айларында жаз айында бермей-ақ қойыңдар дейді. Бірақ шетелде, Еуропа елінде жаңағы бүкіл 4 маусым бойы Д дәрумен береді. Бірақ Д дәрумен беру керек екенде бере беруге болмайды. Оны бірінші есептеп алу керек, міндетті түрде қан тапсыру керек. Мысалы үшін мен Д витамин беріп шықтым да, осы біраз төмен болғаннан кейін балама. Одан кейін қан алғаннан кейін біраз тоқтатыңыз деді. Қазір тоқтаттым. Мысалы үшін то есть самолечением нельзя заниматься, міндетті түрде тек қана анализ бойынша, анализдің зерттеуі бойынша ғана беру керек. Ой, Д витамины деген ол үлкен әңгіме ғой, жалпы бір зерттеп біте алмай жатқан дүние ғой. Жақында жаңағы Дадали деген профессор бар ғой, соның подкастын көрдім. Ол жерде ол кісінің өзі бір Д витаминінің бәленбай бір өлшемі бар деп ешкім айта алмайды дейді. Бірақ мысалға біздің елде Д витамин беру керек. Бізде күн енді ондай қатты жоқ. 4 маусымның барлығы ярко выраженный. Жаздың өзінде қаланың балалары далада жүрмейді ғой. А Д витаминін сен қабылдау үшін сен киімсіз жүру керексің. Ол тек ауылда возможно. А бұл жерде сенің мына қолың ашық, аяғың ашық екен деп, ол Д витамин саған қонбайды.
сол себепті берген дұрыс шығар. Өзі бір D витамин деген бір жылдары беріңдер деп шығады, келесі жылдары бермеңдер деп шығады. Түсініксіз не ғой, витамин ғой жалпы. Енді былай қазір жаңағы SPF-тің де шынымен де бұл керексіз нәрсе деп айтып жатыр, енді білмеймін. Енді қазір эксперттер көп, кімді тыңдайсың, кімді тыңдарыңды білмейсің, бірақ дегенмен анализ тапсырып қадағалап жүрген өте дұрыс нәрсе, міндетті түрде қадағалау керек, қарау керек. Мысалы үшін осында бір келген қыз героиня, мен жүктілікке дайындалмадым, мүлде қаралмадым, тіпті анализ тапсырмадым. Одан кейін жаңағы енді жүктілік кезінде бұл жауапкершілік қой. Өзіңе деген жауапкершілігің, балаңа деген жауапкершілігің. Кейіннен баласы рас болды. Бірақ одан ба, одан емес па, оны енді бір Құдайдың өзі ғана білет, бірақ сақтағанды Құдай сақтайды деп бекер айтпайды ғой. Егер сен өзіңді қадағалап жүрсең, өзің денсаулығыңа қарасаң, дұрыс тамақтансаң, уақытында жаңағы анализ тапсырсаң, бәрі жақсы болады. Бірақ тағы да бір мәселе. Қара, жақында осы жерге Наталья Римеш деген қазір Амстердамда тұратын писательница, жазушы қыз келді. Ол айтады да, мысалы үшін Амстердамда бір қатты анализ тапсырып, сөйтіп жүрмесең дейді. Сенде бәрі жақсы ма? Өзің жақсы сезініп жүрсің бе? Бәрі жақсы. Анализ тапсыру керек жоқ, нормально. Өзің жақсы сезініп жүрсің бе? Я, болды, бара бер дейді. Мысалы үшін. Я, көрдің бе? Білмеймін енді, все познается в сравнении дейді, бірақ дегенмен сақтанғанды Құдай сақтайды. Ол жақта көбірек анализ тапсыру керек сияқты, меніңше. Как бы все легализовано. Крысалар көп жүретін жерде. Енді бұның себебін ешкім білмейді ғой. Тіпті денсаулығына өте қатты қарап жүрген әйелдерде де болуы мүмкін. Менің өзімнің ойым жалпы, жақында сол бір ойға келдім. Бұл бір үлкен әлемдік бизнес сияқты. Меніңше әдейі істелініп жатқан дүние сияқты болып көрінеді, білмеймін. Әйелдерге бала тууға демотивация. Өзімізде қорқып қалдық қой, енді жаңа да айтып жатсыздар. Келесі баланы тууға қорқып жатыр деген сияқты. Земля перенаселенная, адам көп. Біз туып жатыр қазекеңдер деген сияқты. Содан кейін бір ковид әдейі істелінген дүние, оған сенем. Мен де сенем оған. Және мынауда әдейі істелінген дүние деп есептеймін өзім. Ол қайдан келді, ол қандай питаниядан келді, ол ауадан тарады ма, прививкадан тарады ма, жоқ әлде тамақтан тарады ма, біз білмейміз. Әйтеуір бір вирустан кейін болған дүние деп есептеймін өзім. Қазақстан қазір топ жарып жатыр дейді ғой, осындай балалардың санынан. Неге нақты біздің елде ондай болып жатыр екен, ол да бір түсініксіз, бірақ әйелдердің бала тууға қорқып қалғанын білем, нақты. Көбісі қорқып қалған, аяқ тартып қалған. Нақты статистиканы білмейді екен, бірақ енді осы арамызда жүрген қыздардың 10-нан біреуінде сондай. Мен енді сені бірінші рет естіп отырмын, өзің оған дейін айтқан жоқсың. Осында келген қыздардың жартысы демей ақ қояйын, бірақ 10-нан бір бөлігінде бар. Кішкентай болсын задержкалар бар көбісінің. Сөйлеп кетіп жатады 4-ке келген кезде, 5-ке келген кезде де. Біреулердікі ауырлау, біреулердікі орташа деген сияқты. Бірақ өз басым 4-еу туам деп жүрген мысалға мен болды, 2-еумен шектелем бе деген ой болды. Біреулер сол біреуін аяғына тұрғызып алайын деп ойлайды. Работает. Сондықтан бұл бір әлемдік заговор деп ойлаймын өзімде. Енді сондай заманға түсіп қалдық, қайтеміз. Бір кездерім мынандай да болды менде. Инстаграмнан біреудің жаңағы балаларын көресінде, неге оның баласы, Алла өзі кешірсін, мен сол ойларым үшін қазір өте қатты ұялам, бірақ ойлайсың да, неге менің балам ондай, неге оның баласы, ол кезінде былай істеп еді ғой, ол мынандай нәрсе қолданған еді, былай жүрген еді, неге оның баласы әп-әдемі сап-сау сөйлеп жүгіріп жүр, ал менің балам неге мынандай деп ойлайсың. Пенде болғаннан кейін неше түрлі ойлар келеді. Одан кейін түсінесің де, бұл сенің өмір сүру образыңа, сенің денсаулығыңа байланысты нәрсе емес, мүлдем. Аналар өздерін кінәламау керек. Сенің гемоглобиніңнің төмендігі, сенің бойыңдағы D витаминінің жетіспеушілігі емес бұл жерде мәселе. Бұл сырттан келген бір дүние. Түсініксіз, бәлкім кейін анықталатын болар. Бірақ әзірге бұл үлкен құпия. Бірақ кім ойлап тапса да жұмыс істеп жатқан құпия. Жұмыс істеп жатқан нәрсе енді. Рас қой? Бірақ осы жерде бір поправочка айта кетейік. Қалай болсын да әйел адам өзінің денсаулығына қарау керек, міндетті түрде. Өйткені ол өзінің денсаулығына, баласына
18 жасқа дейін хочешь не хочешь жауапкершілікті жаңағы жауапкершілік соның мойнында. Бұл неге деп ойлайсың, неге бәрі әйелдің мойнында? Енді осылай жаратты бізді Құдай. Егер өзіңе өзің алғыр қарасаң, күтінбесең, енді кім біледі ертең әттеген-ай, неге мен күтінбедім, неге бүйтпедім, күтінгенде бұлай болмаушы еді деген бір ойлар келеді ғой ертең. Ал егер өзіңді жаңағы таза санап отырсаң, менде бәрі жақсы, демек менен кінә жоқ. Демек менде бәрі жақсы. Әрине сенің айтып отырған дұрыс, аналар өздерін кінәламау керек. Ертең өзін кінәламауға да бір жол салу керек дейсіз ғой. Мен күтінгенмін, менен емес деген сияқты. Ол да дұрыс. Енді сен отбасын құрған кезде біраз қорқып қалдың деп айтқан болатынсың, иә? Бұл жерде мен жаңа сен айттың ғой, мен тез есейдім, 8 жас сіңлің арасындағы жас айырмашылықтарын өзім қарадым деп тұрсың. Енді көбінесе жаңағы кіші сіңілдерін баққан адамдар отбасын құруға былай асықпайды ау. Өйткені анандай әбден көріп қалғанда, әсіресе бір емес бірнеше болған кезде. Сенде ондай бір қорқыныш болмады ма? Асықпадым ғой, расымен де. 26 деген асықпай жүріп деген жас деп ойлаймын. Бізде енді қалай 25-тен кейін отырып қалған қыз болып есептелесің ғой. Кішкене отырып, сәл отырып. Ұлғайды ма? Ұлғайды, иә. Қанша жас болып жатыр қазір? 30 нормально, иә. Ал негізі сен айтып отырсың ғой, 2 жас әлекеңмен екеуің 2 жас, сенен 2 жас кіші деп. Арасында оны сезінбейсің ба? Оның үстіне жаңа еркектер кішкене енді бізден қарағанда даму кештеу ғой. Әрине есейгеннен кейін енді өзгереді, бірақ жас өспірім кезінде, бозбала кезінде бөлектеу болып жүреді. Енді максимально шындығыңды айт дедіңіз ғой, енді мен жоқ, мүлдем сезілмейді деп айтсам өтірік болады. Сезіледі ол, әрине сезіледі. 2 жас болса да. Ол үйдің нешіншісі? Екіншісі, кенжесі. Кенжесі. Енді еркек бас, әйел адам мойын. Мен кәдімгідей қатты кәдімгідей мойын болдым. Ер азаматтардың барлығы бала сияқты ғой, былай қарап тұрсаң. Әлекеңде бар ол. Жаңағы үйінің кенжелігі бәрібір өзінің несін беріп тұрады. Көрініп тұрады. Сырт келбеттен білмеймін енді қалай екенін. Бір дәу жігіт келді жаңа. Бойы келбетті. Қарым-қатынаста білінеді біраз. Енді қатты емес. Әлекең өте ответственный адам. Жауапкершілігі мол. Алған жұмысын тиянақты жасайды. Ортасында сыйлы. Жалпы бір гордость бар ішімде. Ұялмайсың, кез келген ортада тіл табысып кетеді, қалжыңдар өтеді деген сияқты. Мынау менің жолдасым деп мақтанып айта алатындай ер азамат. Плюстарын айтып отыр. Дұрыс. Бір мәселелерде, мысалға отырып сөйлесетін болсақ, көбіне сұрақтармен келеді. Былай болса қалай болады деген сияқты. Андай жоқ. Осылай болады, болды, мен айттым деген сияқты, ондай жоқ. Ол енді жас мәселесі ме, жоқ әлде адамның өзінің мінезі ме, белгісіз енді. Өз табиғатынан сондай негізі. Ал негізі үйленген кезде және қазір қалай, айырмашылық бар ма? Өсті ма жалпы әлекең? Өсті, өте қатты. Өте қатты. Қазір енді Аллаға шүкір 2 балапанның әкесі, оны сезінеді. Баяғыдай әйтеуір бір жерге қыдырып келсем екен деп өзі үйде отырмайтын жігіт болған ғой. Папасы айтады ғой, Әлбек қайда барасыз? Кәз келем деп. Кетіп қала береді, үйде болмайтын мүлдем деп. Әпкесі айтады, үйден көрмейтін, біз таң атпай кетеді, түннің бір уағында келеді деп. Қазір ондай емес, үйіне қарайды, ата-анасының қамқоршысы, қолынан келгенін істейді енді. Бір кішкентай бала сияқты бір болады арасында еркелеуі, қылықтары бар сондай. Бәріміз хорам жүріп еркелетіп аламыз оны. Бөлек шайық демейсің ба оған? Жоқ, айтпаймын. Бөлек шайық деп бірінші жылдары 1-2 рет айтқан шығармын, бәлкім, бірақ ол бірдемеге ренжіп қалған кезде,
ал былайынша қазіргі таңда бір серьезно отырып бірге шығайық деген әңгіме бізде мүлдем жоқ. Өйткені мен өзім де шыққым келмейді бөлек. Мен қазір енемсіз өмірді елестете алмаймын. Мен түсінемін, ол кісі болмаса мен бітті байланып қаламын. Няняң жоқ. Няняң жоқ. Няня жоқ, иә. Енді үйде анамыз болғаннан кейін артық сияқты. Қазір енді жақында үлкен ұлыма бір маманды алайын деп жатырмын. Күнделікті қасында жүретін, өйткені жақында жұмысқа шығайын деп жатырмын. Бір адам керек болады. Сосын жаңағы коррекционный садиктарға алып барсақ, олар кіргізіп алады, оның ішінде не бар екенін түсінбейсің, білмейсің, не істеп жатқанын, например. 2 жыл барды, 2 жылдан кейін алып кеттік. Қаншама қырғын ақша төледік ол жақта. Сосын былай қазір әлекең тасып жүр өзі. Бірақ енді оған да жұмыс істеу керек қой. Әрине. Сол себепті бір маман жалдап, азаннан кешке шейін күнде қасында болса екен деген бір жоспарымыз бар. Жаңағы әлемдік бір бизнес деп айтып жатырмын ғой. Вот мен Аланның осы жағдайын білген кезде, біздің жақын жерде тұрамыз ғой енді біз, осы Медеуский районда. Жаңағы коррекционный центрлар көп болмайтын. 1-2 көп болса. Қазір тугисті ашып қалсаң, қаптап тұр. Саңырауқұлақ сияқты өсіп кеткен. Анау коттедж, анау коттедж, анау коттедж ішіне кіргізіп алады. Не істеп жатқанын білмейсің. Енді оның ең арзаны деген 250 мың айына алады мысалға бір балаға. Пожалуйста. Бизнестің дамуы. Енді тағы да Инстаграмды қарап тұрсам, сендер ата-анаңа көп, сенің ата-анаң болсын, оның ата-анасы болсын, көп сыйлық жасайсыңдар. Енді оның ішінде сенің әкеңе машина бердіңдер, көлік бердіңдер, өте әдемі болды. Бірақ енді көп отбасыларда ойбай, жаңағы келін былай шығу былай тұрсын, өз үйіне төркіне барып келу былай тұрсын, бір көлік әперу, бір қымбат сыйлықтар әперу, ойбай деп жатады емес пе? Сендерде қалай? Деп жатады. Қызығушылық, енді қызғаныш жоқ па? Неге бұған әпердіңдер, бізге қайда? Я в этом плане хитрее. Мен әуелі қайын жұртыма істеймін бәрін. Мен бірінші қайнатам алып берем. Ол кісіге 2 көлік алып бердік біз осы уақытқа дейін автосалоннан. Бірінші қайнатама әперем, содан кейін барып әкеме. Бірінші енеме әперем, сосын барып анама деген сияқты. Сөйтіп жүрем. 2 жақта сол кезде риза болады. Ал былай мына жаққа әпермеген затты ана жаққа алып бермеймін. Солай жүреміз үнемі. Сен шейх сияқтысың ғой, 4 әйеліне. Бәріне әдемі сыйлық жасайды. Ол кісілер біздің балаларымыз сияқты қазір. Мамама айфон керек болып жатса, әуелі енеме алып берем жаңасын, содан кейін барып мамама алып берем деген сияқты. Сөйтіп тепе-теңдікті сақтап жүрем. Ол дұрыс негізі. Қанша жерден адам жақсы, мейірімді болса да, мынау менің балам ғой деген ішінде қызғаныш болуы мүмкін. Немесе туысқандар арасында да ол төркініңе таси берген дұрыс емес. Оны барлығымыз түсінеміз. Ал шаман келіп жатыр ма, 2 жаққа да бірдей жаса. Шаман келмей ме, 2 жаққа да жасама деген бар ғой енді. Солай. Стараемся. Дана әйел. Камила, мен енді өте риза отырмын саған. Осы әңгімеңмен бөліскенің үшін. Өзің алғаш рет осыны айтып отырсың, және бұған маған мотивация берген мамский әңгіменің кейіпкерлері, героинялары деп отырсың. Иә. Бұл енді шынымен де іштегі нәрсеңмен әрбір адам өлісе бермейді. Тем более осындай жағдаймен. Бірақ осыған қарамастан бөлісіп, сенім артқаныңа көп рахмет. Мен ризамын. Барлығы жақсы болсын. Енді соңғы сұрақ болсын. Қалай ойлайсың, сен үшін бүгінгі таңда сен үшін өмірдің мәні неде? Өмірдің мәні? Дәл осы күнгі сенің жауабың. Өмірдің мәні сенің айналаңдағы тума-туыстарыңның, достарыңның, жалпы сені қоршаған ортаңның бақытты болуы. Жүзіндегі күлкілері, сол өмірдің мәні мен үшін, расымен де. Бәрінің разылығы. Солардың разылығын көріп, солардың бақытты екенін көрсем, мен де бақытты болуым. Сол мен үшін өмірдің мәні. Рахмет, Камила, өте керемет. Енді көрермендерге де сондай сұрақ қояйық. Сіздер үшін қазіргі таңда өмірдің мәні неде? Ал ең
сен үшін ең қызық комментарий, ең тамаша комментарий жазған адамға сен сыйлық сыйлайсың. Иә, сыйлық сыйлаймын. Біздің Мухо Queen компаниясының бір қорап косметикасын сыйлайтын боламын. Вау, бір қорап. Жаңа маған бір қорапта келді, өте әдемі косметика, өте тамаша, оның ішінде кушондар бар. Сіздерге де сыйлайтын болады, сондықтан да комментарийді жазыңыздар. Ал енді бізден сыйлық Камилочка, біздің блокнотымыз үлгермеді, бірақ саған блокнотымызды апарамыз. Ал қазір бұл біздің мамызге әңгімеміздің әдемі менің үстіндегі сияқты, мінекей. Кереметтей мершіміз, өзің киіп өзің тоздыр. Universal Ma'am деген. Қандай керемет. Иә. Рахмет, көп. Енді Камила, мен саған тілейтінім ең бастысы бағана айтып кеткендей денсаулық. Өзіңнің ішіндегі ең бас өзіңе деген сенімділігің. Бұл жерде тек қана аналардың сенімділігі ғой. Баланы жазылуға көмектесетін сенімділік. Сол енді отбасың аман болсын, керемет күйеуің, ажарлы күйеуің аман болсын. Және де сені қолдап қолпаштап отырған енең аман болсын. Амин. Рахмет.